Сәлем бәріне. Мен атым Айсара Нұржан. Біз қазір 1 сағаттық эфир өткіземіз. Жаңа дәуірге дайынсың ба деген тақырыпта жайлап жинала береміз. Ал мен эфирді басқалар ұмытып кетпесін деген мақсатта қазір жіберіп тастайын. Барлығына сіздер де өздеріңіздің таныстарыңызға, мүмкін өз-өзін таппай жүрген адамдарға, мүмкін энергияларын аша алмай жүрген, шаршап жүрген, қиналып жүрген, өз-өзін түсінбей жүрген, адасып жүрген, былайша айтқанда адамдарға эфирді жіберсеңіздер болады. Өтініш сіздерден мына жерге жаңа дәуірге дайынсың ба деп жаза кетсеңіз, соңыра мен оны бекітем. Егер үлгеріп жатсақ, мүмкін бір адамға разбор жасаймын. Бірақ продюсерім маған қатты тапсырып жатыр, 1 сағаттан асырмаңыз деп, 1 сағаттың ішіне сыйдырыңыз, барлық айтатын ойыңызды дейді. Так, жаңа дәуірге дайынбыз ба деген жазып жіберсеңіз, сосын бекітем. Ал бісміллә деп бастайық. Қазір байқап отқан шығарсыздар, барлық адамзатта кішкене уақыт жағы, кішкене тапшылау болды, иә? Кімде уақыт тапшы қазір? Соны айтып жіберсеңіз, кімде уақыт тапшы? Кім уақыт жеткізе алмай жатыр? Кім сүрініп жатыр? Кім қатты қиналып жатыр? Плюс қоя кетсеңіздер болады. Жалпы жаңа дәуір деген не? Оған қашан өтіп бастадық? Астрология оны қалай түсіндіреді, немесе энергиялар қалай түсіндіреді, чакралар қалай түсіндіреді? Сол туралы бірінші тоқталсақ. Мен атым Айсара Нұржан, чакролог, медитатор, психолог, коуч. Неше жылдан бері осы чакра деген техникамен мыңдаған адамның жан дүниесін ашып, энергиясын күшейтіп, бүткіл өзінің миссиясына, мақсатына, арманына, өзінің армандаған үйіне, күйіне, семьясына, бала-шағасына, отбасына жетуге үйретіп келе жатырмын. Бұйырса, бүгінде сіздерге соны үйретемін. Бүгінгі эфирдің соңында 1 сағаттың ішінде сіздер жаңа дәуірге қалай дайындалу керек, қандай өзгерістер болып жатыр, уақытты қалай жеткізуге болады, және ішкі энергиялар қалай ашуға болады, сол туралы біраз ауқымды қомақты ақпарат алып кетесіз. Мүмкін тіпті 1-2 техника беремін. Жаңа дәуір 2020 жылдан бастап бізде Сатурн мен қай планета, құдай, 2 планета бірікті. Ол 2 планета суғығыш шоқжұлдызында қосылды. Ол 2 планета адамның бүткіл социальный алдағы 20 жылын анықтап беретін болды. Бірақ оған дейін 1990 жылдардан бастап эра Водолея, өздеріңіз бәріңіз білетін, эра Водолея басталды. Эра Водолея, яғни суғығыш эрасы. Бұл жаңа энергиялар. Оны қалай, бұл мүмкін сіздерге астрология не эзотерикалық ілім шығар, бірақ ғылымда қалай түсіндіреді, кәдімгі таза физикада қалай түсіндіреді, сол туралы айтатын болсақ. Жердің вибрациялары өсіп жатыр деген сөзді естіп отқан шығарсыздар, иә, қазір. 2-ның бірі ашып қалсаңыз, вибрация өсіп жатыр, вибрация деген 5-ті, 6-ді, 7-ді болыпты, адамдар деген санасын ашу керек екен деген сияқты. Сондай қазір көп тренд кетіп жатыр, иә. Енді не ол? Ғылыми тілде қалай түсіндіруге болады вибрация дегенді? Жалпы кез келген нәрсенің жаны бар, тіршілігі бар нәрсенің электромагнитный өзінің өрістері болады екен. Электромагнитный поле деп айтады оны физикада. Яғни даже тіпті сіздің де, менің де, мына судың да, әрине жердің де өзінің электромагнитный полялары болады. Ол электромагнитный поле, ол жаңағыдай біткен біздің көзімізге көрінбеуі мүмкін, бірақ аппараттарға салған кезде, арнайы бір сондай технологияларға салған кезде бір түстер, бір аура сияқты ма, бір әртүрлі түстерді көрсетеді. Қазір деген жаңа аппараттар шығып жатыр, БРТ, тағы да басқа аппараттар, сол жерде тіпті әр адамның электромагнитный поляларын да көруге болады. Сізден қандай түстер бөлінеді былайша айтқанда? Сізден сары түс көбірек бөліне ме, жасыл түс көбірек бөліне ме? Сол түстер адамның қай энергиясы ашық, қай энергиясы жабық екенін дәлелдейді, көрсетеді. Оны мен емес, ғылым, тіпті интернетті қазір ашып, цвета чакры, БРТ аппарат, как провериться на БРТ аппарате, или какие аппараты есть для того, чтобы проверить свою ауру деп беріңіздер. Миллион аппарат шығады, и бәрі де көрсетіп жатыр. Қазір дәлелденген әр нәрсенің, әр энергияның өзінің түсі бар екені, энергия бізге көзімізге көрінбегенмен ол бар. Ешқайда кетпейді, ол бар нәрсе. Енді вибрация деген не? Жердің вибрациясы деген не? Жаңа дәуір.
қараңыздар, 1890 жылдары академик, профессор, физика ғылымдарының докторы Шуман деген кісі электромагнитный полялар ол кезде ашылған. Сол жердің электромагнитный полясын есептей бастайды. Yani сондай аппарат ойлап табады. Жылдар бойы зерттеп, ең соңында жердің электромагнитный полясы, яғни вибрациясын есептейді. Сол кезде жердің вибрациясы сол уақыттарда 7,8 герц болған екен. Яғни 7,8 герц энергия, яғни былай айтқанда мынандай жиілігі. Бұл жаңағы сан бірнеше ғасырлар бойы, бірнеше жылдар бойы өзгермеген. Үнемі жыл сайын есептейді, өзгермейді, жыл сайын есептейді, өзгермейді, осылай қалған шығар деп ойлайды. Бір моменттер болады, көп болса бір 9-ға көтерілетін, бір өте сирек халдер. Бірақ 1990 жылдардан бастап, сол жаңағы Шуманның әдісі бойынша осы жер планетасының вибрациясын арнайы аппаратпен, интернеттен қарасаңыздар болады, вибрация Шумана, вибрация Земли, как измерить вибрацию Земли деп қарасаңыздар болады. Сол жерде 1990 жылдары есептеген кезде сол арнайы аппараттармен, техникалармен жердің вибрациясы неше есе өскен деп ойлайсыздар? Неше есе өскен деп ойлайсыздар? Жазыңыздар. Қатып қалды дейді. Қатып қалды ма? Так. Дауыс бар ма? Қатып қалды ма? Соны жазып жіберсеңіздер. Сұрақтарға сосын жауап берем, қазір алаңдауға болмайды. Сөйтсе, жаңағы аппарат бойын есептеген кезде жердің вибрациясы 70-ке дейін өсіп кеткен, ойлаңыз. 70-ке дейін. Яғни, сонда нешесе? 10 есе, яғни 7,8 болып, өмірі ғасырлар бойы, жылдар бойы, мың жылдар бойы бір вибрациямен, сол резонанспен, Шуман резонансымен келе жатқан жер аяқ астынан 90 жылдардан бастап 70-ке ұшады ғой. 70-ке ойлаңыздар. 10 есе мүмкін емес. Енді қазір сіздерге бәріңізге сұрақ. Неге 90 жылдардан бастап, неге жердің резонансы, яғни вибрациясы, яғни жиілігі өсіп кетті, күрт өсті 10 есеге? Не себепте ойлайсыздар? Сіздердің ойларыңыз, давайте бір пікір етуді үйренейік бәріміз, яғни ойланайық бәріміз. Пікір етуді үйренейік. Жазыңыздар, 90 жылдардан бастап жердің вибрациясы 10 есе неге өсті деп ойлайсыз? Не себеп болды деп ойлайсыз? Сіздер пікірлеріңізді жазам дегенше, дауыс жоқ дейді. Мүмкін интернет сізден, өзіңіздің интернетіңіз нашар шығар, бәрі қатып қалған жоқ деп жатыр ғой. Мүмкін өз интернетіңізді бір тексеріп жүріңіз, телефонды өшіріңіз, қайта қосыңыз. Қайта құру дәуірі дейді. Хорошо, сіздің де пікіріңізді елейік. Тағы да кім қандай пікір қосады? Не үшін 90 жылдардан бастап жердің вибрациясы 10 есе өсті деп ойлайсыз? Сонымен адамдар таң қалады, шошынады, дабыл қағады, ойбай, жердің вибрациясы өсіп кетті, резонанс күшейіп кетті, бұл деген норма емес, жаңа эра келді дейді. О, керемет, күшті, молодец, ары қарай дамыта беріңіздер, ол қандай эра? Дабыл қағады адамдар. Не істейміз, бұл не нәрсеге әкелуі мүмкін, қалай аман қаламыз, бұл адамзат қырылып қалмай ма деген сияқты. Адамдар білімді болып жатыр дейді. Дұрыс, керемет, күшті, өте керемет, тамаша пікірлер. Сөйтіп адамдар зерттей бастайды. Неге вибрация күрт өсіп кетті, не болды деп зерттей бастайды. Бүкіл ғалымдар іске қосылады, физиктер, психологтар, социологтар, барлығы сөйтсе, шынымен де техногендік әсер, керемет, еркіндік келді, сана еркіндігіне келді, керемет, күшті, керемет. Дұрыс, керемет. Қараңыз, сіздердің айтып жатқан нәрселердің барлығы болды. 50 жылда ел жаңарды, уақытша ғой, дамып жатқан шығар. Даму да бар, бірақ қараңыз, даму деген ол бұрындарда болды ғой, даму деген мүмкін енді жайырақ болған шығар, бірақ бұрындарда болды даму деген. Бірақ бұл жерде тек қана дамудың ғана әсері емес, 50 жылда ел жаңаның ғана әсері емес, бұл жерде негізінен адамның санасы шынымен де ашыла бастайды. Суғыш дәуірі келді, 1990 жылы. Суғыш дәуірі кіріспесін бастады. Бісміллә деп жаңағыдай аяғын қадамдап бастады біздің әлемімізге. Оның алдында 2000 жыл бойына балық эрасы болды. Оның балық эрасының алдында 2000 жыл бойына балықтың алдында балықтың март
марттың алдында тоқты эрасы болды, кілең соғыс жылдарда 2000 жыл оның алдында тоқтының алдында не кетеді құдай-ау, жоқ, одан кейін торпақ эрасы, яғни эралар өсіп 2000 жыл сайын ауысып келе жатыр. Енді 1990 жылдардан бастап жайлап суғойғыш эрасына кірдік. Суғойғыш эрасы деген нені білдіреді? Бұл ең бірінші шынымен де технологиялар. Яғни біздің әлемімізге технологиялар кірді. Біздің әлемімізге ғылым кірді. Ғылым, яғни жаңағыдай атом туралы ғылымдар, адамзатты жаратын, қыратын қару-жарақ, физикаға қатысты түрлі ғылымдар және эзотерика дами бастады. Яғни эзотерика дегеніміз ол жаңағыдай мысалға жан туралы ілім, ол мысалға аспан әлемдері туралы ілім, ол мысалға біздің сана туралы ілім, ол мысалға білмеймін тағы да не деп айтуға болады, энергиялар туралы ілімді, солар ояна бастады. Сонымен бірге технологиялар келді, сонымен бірге адамзаттың санасы өзгере бастады, жаңа білімдер келе бастады, адамдар іздене бастады, адамдар бұрынғыға қанағат ете алмайтынын түсінді, адамдар жаңашылдыққа ұмтыла бастады, адамдар ақшаға ұмтыла бастады, адамдар байлыққа ұмтыла бастады, адамдар өзін ашуға, өзінің таланттарын табуға ұмтыла бастады, іздене бастады. Және ең қызығы дәл осы моменттерде мына қасиет деген нәрсе, адамзаттың қасиет, ата-бабадан келетін білмеймін, мен бақсылық, емшілік қасиет айтып отырған жоқпын, кәдімгі талант деген нәрсе ояна бастады, соны зерттей бастады. Өзінің бойында қандай таланттар бар, қалай шығаруға болады, бұл өмірде мақсатым не, миссиям не істеп жүрген адам, яғни баяғыдай тек ойсыз күйсіз әйтеуір дүниеге келдің мәссің, ондай өмір кетті. 90 жылдардан бастап жайлап ізденіс басталды, сана ояна бастады. Естеріңізде ма? Адам ата Хауана жәннатта ештемеден хабар жоқ болып жүрген кезде Ібіліс кімнің жыланды алдап сулап ішіне кіріп алып, аузына сал деп, оны алдап сулап кіріп алып, жылан келіп Хауананы азғырып, Хауанаға сен ана жемісті жесең, саған керемет саналар ашылады, саған басқа әлемге өтесің, ешкім білмейтін нәрсені білесің. Және Хауананы қалай азғырғанды деп ойлайсыздар? Әбеке Хауананы ең бірінші қалай азғырып деп ойлайсыздар? Давайте идея беріңіздер. Қызық вообще мынаны айту. Керемет дейді. Айсара реинкарнацияны қолдамайды. Рахмет айтып бергеніңізде. Сол кезде ақыр заман туралы көп айтылды. Давайте онда бетейік. Мен сіздерге идея сұрап жатырмын да, ойларыңыз қозғалыңыздар. Ібіліс Хауананы жәннатта ең бірінші айтқан аргументі жемісті жеуге не деп ойлайсыздар? Әйел адамдар, әйелге қатысты, бұл әйелдік тема. Қызық вообще, ойлайсыздар күлкіден? Давай тездетіп жазамыз, ұйықтамаймыз, оянамыз. Енді қараңыздар, тағы да бір ерекшелік, мына жаңа заман ерекшелік, тездік, жылдамдық. Алманы жесең әдемі, сұлу боласың, керемет боласың, почти жақынсыз, жарайсыз, почти жақынсыз. Бұл Құдайдың жоспары жоқ, ол сірә ғой. Оған ешқандай күмән жоқ, Құдайдың жоспары. Бірақ Алла тағала жоспарлағанмен пенде де өзінің әрекеттерін жасап алады ғой, ниетіне байланысты. Сұлу боласың деп. Жоқ, сәл әдемі боласың, қыздардың бәріне әдемілік керек сияқты ғой. Бұл 21 ғасырдың қыздарына әдемілік керек. Егер мен осы сұрақты 20 ғасырда қойсам, ол қыздар басқаша жауап берер еді. Адам атаға қатысты бірдеңе деген болар. Молодец, Күлбала, жақынсыз, сенен қызғанып тұр деп. Жоқ, кішкене басқаша жерге түсесің деп. Жоқ, жерден Құдай сақтасын деп отыр. Олар нәпсі. Ол нәпсі сірә, нәпсі сірә. Алман жесең қартаймайсың. Қазіргі заман адамдарына, қазіргі заман қыздарына сұлулық, қартаймау, мәңгі жас болу, фигурист болу маңызды сияқты жоқ, одан да басқа. О кезде енді Хауананың ойымен ойлап қараңызшы. Хауананың, біздің шешеміздің ойымен ойлап қараңыз. Сіздің шешеңіз мысалы, мен өмір бойы әдемі болайыншы деп ойламайды ғой сіздің шешеңіз, туған өзіңіздің шешеңіз. Сол сияқты сіздің шешеңіз не ойлайды бірінші? Адам атаны не дейді? Не істеуге болады деген? Сен білмейтін нәрсе ашылады. Ол сірә әйел бақытына кенелесің, почти жақын, бәрін білесің, Құдайдай боласың. Құдайдай боласың демеген, оған алданбаған. Мені сүйсең алып бер, жоқ. Адам ата сен айтқанмен жүреді. Вот жақынсыз. Бірінші басшы, осыны жесеңіз ұрпақ
ұзақ өмір сүресің. Жоқ, адам сен айтқан істейді. Дұрыс айтасыз. Жоқ, істейді демеген. Биде айтқан ғой, адам ата, егер сен осыны жесең, адам ата басқа ешкімді алмайды. Басқа адамға үйленбейді. Тек қана саған өмір бойы ғашық болады. Сен адам ата екеуің бақытты боласың деген ғой. Көрдіңіз бе қалай Шәкең былай айтқанда әйел адамның тілін қалай алады? Елді басқарасың. Әйел адамға ел басқару керек емес. Аш қалдым. Ол кезде жәннатта аштық деген ұғым жоқ. Адам атамен бірге боласың. Вот, дұрыс айтасың. Молодец. Яғни көрдіңіз ғой, сол моментте жемісті Хауа анамыз жеген бойда бір жемісті өзі алып қалады, өзі жейді. Бір жемісті артына алып қояды, адам атаға берем деп, бір жемісті тық қояды. Тық қояды. 3 жемісті алады. Біреуін жейді, біреуін адам атаға берем дейді, біреуін тық қояды. Не үшін тық қояды? Давайте тағы да идея. Қыздар оянамыз. Бәсе эгомызға қатысты айтқан ғой. Я, эгоға бізге сол керек қой. Бізді ғана жақсы көрсе. Даже Хауа анамыз да вроде махаббатқа бөленіп жатыр. Құдайдың махаббаты шексіз махаббаты ана жерде ойлашы, жәннаттасың, бүкіл періштелер сенің қызметінде, ғилмандар, хор қыздар, бәрі 4 ұлы періште, Жибрейіл, еще адам ата сені сүйеді, ойлашы. Соның өзі аз болып тұр ғой Хауа анамызға. Ойлашы, ол жәннатта тұрып сондай махаббатқа құмар болып жатыр. Мына дүниедегі біз қасқа әйел адамдар махаббатқа қалай құмар болмаймыз осыдан кейін, иә? Яғни біздің махаббатқа құмарлығымыз өзіміздің жарымыздан, байымыздан, күйеуімізден махаббат талап етуіміз шын мәнінде ол әу баста Хауа анада қаннан келе жатқан құмарлық екен. Иә. Мә күшті екен дейді. Иә, ашкөздік. Иә, ашкөздік. Енді ашкөздік деп айтуға келмес енді, бірақ махаббатқа құмарлық. Әйел адамның махаббатқа құмарлығы былай айтқанда. Любовь, красота спасает мир демекші, любовь тоже спасает мир. На самом деле, мана бір қыз айтып кетпекші, бәрі де Құдайдың программасы, Алла тағала солай болған қалады. Енді, жаңа не сұрақ қойдым? Біздің Хауа ана сол жаңағын информацияны алғаннан кейін, үшінші жемісті қай қалып қойды? Үшінші жемісті, бір жемісті өзі жеді, бір жемісті адам атаға берді, үшінші жемісті қай жақ қалып қойды деп ойлайсыздар? Қанағатсыздық, тыныштық жақпаған ғой мен сияқты дейді. Билеуме дейді. Эго адамның бойында болып тұр ғой. Эго айтақ бар ғой, тән ғой. Просто оянбаған эго ол кезде. Жемісті жегеннен кейін эго оянды. Қандай сұрақ? Бір жемісті өзі жеді, бір жемісті адам атаға берем деді, бір жемісті алып қойды, үшінші жемісті. Үшінші жемісті не үшін алып қойды? Идея. Давайте оянамыз. Қыздар, өзіміздің бойымыздағы қасиеттер бұрынғы заманда бар екен ғой, ата-енеден мирас екен ғой, иә. Не үшін? Үшінші жемісті алып қойды. Қалай ойлайсыздар? Омырауына, жоқ, қай жаққа салып қойғаны не важно. Ол кезде омырау киім жоқ қой, омырауына салып қоятын. Просто бір жерге тығып қойды. Баласына берем деген шығар. Почти жақын. Құрсын, Гүлеке не дейді құрсын бұтына сіз? Балаларына жоқ. Адам тама жейтін затын ол жерге тықпайды ғой. Жерге алып. Қай жерге тықта емес мәселе, қай жерге тыққанда емес. Не үшін тықты? Үшінші жемісті. Ой, молодец, Аслай, жарайсыз. Аслай Атшыбаева, жарайсыз, молодец. Идея күшті, ми жасайды, IQ жасайды. Ертеңге алып қойған. Яғни, байқайсыздар ма? Біздің қыздар көбіне үйге тамаға келсе, ертеңге, арғынге. Жаңа қонаққа бір зат алатын болса, ертеңге, арғынге алып қойыңдар. Любой заты, киім алатын болса да, артынан киім ғой деп тағы да артығынан алып қояды, мысалға. Балдарын алатын болса да, бәріне де кейінге алып қоятын әдеті бар. Мына жақта қызық пікірлер айтып отыр, любовнигіне дейді. Ол уақытта адам атадан басқа ер адам жоқ. Өкінішке қарай. Жаман айттыңыз. Дұрыс, ертеңгі күнге болашағын ойлап, сондықтан біздің әйелдің қанында бар екен ертең ойлап жүретін. Сондықтан ол Хауа анадан берілген нәрсе, керісінше ертең ойламайтын, 3 күндігін ойламайтын қатыннан бездейді. Сондықтан ол бізде бар нәрсе, одан қашудың қажеті жоқ. Енді давайте арғай жалғастырайық. Жемісті жегеннен кейін бірінші Хауа ана өзі жейді, адам атаға алып қояды, сосын адам атаға да Хауа ана жаңағы жыланның айтып берген нәрсесін айтады. Қалай ойлайсыздар? Адам атаға қандай мотивация болды ол жемісті жеуге? Давайте енді осыны табайық. Сұрақ. Хауа ананың мотивациясы адам атамен мәңгі бақытты болды. Ол тек сені сүйеді деген мотивация болды. Ал адам атаға қандай мотивация болды деп ойлайсыз? Адам атаға қандай мотивация болды?
Так, я мать Терезалығымыз, спасательдігіміз, мә қызық молшылық запас, я әйеліне дейсен, я келесі сұрақ. Адам атаға қандай мотивация айтты Хауана, чтобы адам ата жеп алу үшін? Қиындау екен дейді. Ер адам сияқты ойлай алмаймыз дейшеш. Эфирде ер адамдар болса мүмкін олар пікірін айтар. Вообще жалпы негізі орыстар библейский история дейді, бізде Құранның историялары жалпы кез келген осындай хикаялар, қиссалар адамның мына ойын, пікірін күшейтуге арналады негізі. Үнемі осындай пікірлерге оралып, кәдімгідей балаларыңызбен, жарыңызбен, күйеуіңізбен, айналаңызбен талқылап тұрған жақсы осындай пікір еткен. Сонда пікір қозғалған кезде жаңағыдай Құдайдың өзі айтады ғой 2000 жарым аятта ойланыңдар деп. Бақытты боламыз деді, еркектер материя ойлайды ғой, сол үшін оған қандай сондай мансаптық бір нәрсе айтты. Жарайсыз, жақынсыз, ақылды боласың, тастап кетем деген шығар. Гаухар, сіздің кәдімгідей бар ғой, пікірлеріңіз енді бір ерекше, енді 21 ғасырға тән. Күшің артады, керемет боласың деді дейді, почти жақынсыз. Жаңа айтты, жақын. Яғни адам, сен егер осыны жүйсең, оказывается, сен дүниедегі ең білімді, ақылды, мықты, король боласың деген ғой. Итак, король ғой, бірақ вообще король боласың деген ғой. Біз адам атаның сол жаңағыдай эгосы всегда быть единственным, первым, лучшим, да, хотя әлемде дым еркек болмаса да, тек бірінші болам деген еркектің жаңағы эгосы, әйелдің күйеуіме единственный болам деген эгосы арқылы біздің әбекең, шәкең біздің жүрегімізді жаулап алып, жаңағы болмайтын жемісті жегізген екен дейді. Ал енді келесі сұрақ, шаршаттым ба? Болды, енді хикаялардан кейін бұндай сұрақтар аз айтамын. Осы жемісті жегеннен кейін не өзгерді? Бұл сұрақтың жауабы тікелей бүгінгі қазіргі біздің вибрациямызға байланысты болады, сол үшін қойып отырмын. Осы жемісті жегеннен кейін не өзгерді? Не өзгерді? Давайте осы соңғы бір пікірімізді жасап жіберейік, сосын ары қарай кетеміз. Адам ата Хауана бірінші жеп алды. Жылан айтқан тыңдап, адам ата енді тек мені жақсы көреді екен, мен сұлу боламын, мен бақытты боламын, тек мені ғана сүйеді, мен. Адам ата жеп алды, мен самый крутой боламын деп. Бірақ жеген жоқ айтпақшы, жартылай жеді, мына жерінде тұрып қалды. Ал кеттік, адамның ұяты ашылып кетті. Ұят ашылды ғой, бірақ ұят ашылғанға дейін не ашылды? Жерге жіберілді. Жерге жіберілгенге дейін не өзгерді? Әлем өзгерді. Әлем өзгергенге дейін не өзгерді? Жерге түсті. Жерге түскенге дейін не өзгерді? Екеуін Құдай екі жаққа жіберді. Оған дейін идеальный өмір бітті. Оған дейін күнәһар болды. Оған дейін Алланың жоспары, әрине ол сірә жоспар ғой. Қажеттілік пайда болды. Жақынсыз жазалады. Жазалағанға дейін жәннаттан шығарып екеуін жаққа жіберді. Оған дейін нәпсі оянды. И тағы да не оянды? Нәпсімен бірге. Ұятты жерлер сірә ашылды ғой, бірақ итап бұрыннан жалаңаш жүрген адамдар ғой ол. Қалай ұятты жер ашылып қалды? Хауанада эго. Давайте. Оған дейін не болды? Эго оянды. Дұрыс, эго оянды. Эгомен бірге не оянды? Нәпсі оянды. Нәпсімен бірге не оянды? Ақыл. Гуманизм дейді. Гуманизмнен бұрын ақыл, қызғаншақтық емес, ұятты білді. Ұятты білу үшін не оянды? Жұмақтың есігі жабылып өмір бойы Алланың қаһарына ұшырады. Жоқ, бәрін білді. Ол сірә бар та. Сана оянды. Жарайсыз. Айнұр. Сана оянды. Бұрындары олардың санасы, былайша айтқанда Құдайдың программасымен, жәннатпен, кайфуша, күнде тәтті тамақ, рахат өмір, ештеме ақша табудың қажет жоқ, бірдемеге ізденіп, ұмтылудың қажет жоқ. Бұрынғыдай рахат өмір, да? Жемісті қалай жеді? Қажеттілікпен бірге, нәпсімен бірге, аштықпен бірге, ұятпен бірге. Сана оянды. Жарайсыздар, қыздар, молодцы. Міне дәл солай, достар, 2020 жылы, 1990 жылдан бастап вибрация жердегі 7-8 болып келген өмір бойы, мыңдаған, миллиондаған, миллиардтаған жыл бойы сөйтіп келген жердің вибрациясы резко 70-ке дейін өсті ғой. 70-ке дейін адамдардың бәрі шошыды, не болып кетті деп. Қазір ғалымдар уже жайлап зерттеп түсініп жатыр. Сөйтсе, адамның санасы оянған екен. Санасымен бірге не оянды?
нәпсісі ояна бастады. 1990 жылы соғыс шайрасынан бастап адамзаттың нәпсісі бұрынғы деңгейден 10 есе деңгейге дейін шықты. Сол, достар, сондай біз заманға келдік. Дәл сонда қараңыздар, егер біз аналогия жүргізетін болсақ, ұқсастық жүргізетін болсақ, біз қазір қандай заманның алдында тұрмыз? Адам ата Хауана екеуі жәннаттан қуылып басқа әлем басталып кетті ғой. Міне дәл ондай болмағанмен почти соған жете қабыл энергияларда тұрмыз, достар. Яғни біздің қазір өтіп басымыздан өтіп энергияның күшін, екпінін, қуатын, ерекшелігін, уникальностін сізге жеткізгім келіп отыр да. Не үшін мен Адам ата мен Хауананы салыстырып айтып отырмын? Уникальность жеткізгім келіп, біздің санамыз оянып жатыр, нәпсіміз оянып жатыр, қажеттіліктер оянып жатыр. Бұрынғыға қанағат етпейміз, уже әйел тек үйде отырғысы келмейді, өмір бойы ыдыс жуғысы келмейді. Әйел қазір ол да дамығысы келеді, ол да әлемді көргісі келеді, саяхаттағысы келеді, армандарын жүзеге асырғысы келеді. Тек қана бір күйеуге байлап қойғысы келмейді бәрін. Міне, енді бұндай жағдайда жердің вибрациясы 7,8-ден 70-ке секірген кезде ойлаңыз да. Міне былай, бұрын былай еді. Жүрек мысалға да тік-тік, дік-тік, дік-тік, дік-тік дегенде да. Енді қазір түк-түк-түк-түк-түк деген кезде, яғни жер, міне жер да, мынандай жер. Мысалға мынандай жер, жер шары дейік та. Ол бұрын бейтіп тұрған зат та, мысалға, бейтіп тұрған зат. Енді бейтіп кеткен кезде не істейді? Не істейді? Жер сөйтіп бейтіп секірген кезде не істейді? Жердің үстіндегі адамзат қандай халге ұшырайды? Жүрегім қатты соғады. Өзгерістер туралы айтамыз. Осы вибрация басталғаннан кейінгі денедегі, мидағы, санада бүкіл өзгерістер туралы қазір эфирдің алдында эфирде айтамыз. Сілкініс, шашылып жатыр, адамдар шашылып жатыр, бүкіл адамзат. Тағы да не болып жатыр қазір? Осы 1990 жылдан басталды, 2000 жылы құтырды, 2020 жылы жайлап тіпті вообще күшейді, 2022 жылы пикке жетті. Сілкілеп жатыр, бүкіл тіршілік қозғалысқа ұшырады, уақыт тез өтіп жатыр, жүректер дүрсілдеп жатыр, хаос болып жатыр, керемет, уақыт тез өтіп, дұрыс айтасыздар, осының бәрі тоқырау болып жатыр. Неге тоқырау тұратыңыз? Көлеке, бұл уже басқа тақырып. Осындай міне сілкініс болып жатқан кезде уже адамдар шашылып қалып жатыр. Бұрын 24 сағат болса, қазір 12 сағат деп, физиктер дабыл қағып жатыр. Шынымен де дәлелденген, өзіңіз интернетте, ютубта ашып қараңыз, физиктердің, психофизиктердің, квантовый физиктердің пікірлерін қараңыздар. Қазір шынымен де кәдімгі есептеген, баяғы ескі құм сағатты қойып, постоянно ғалымдар зерттеу үстінде ғой. Осыдан шамамен 2020 жылдарға дейін айтатын еді, суткіде, біз баяғыда студент болып жүрген кезде 2003 жылдар айтатын еді, суткіде 17 сағат қалды деп айтатын еді. Одан кейін 2020 жылдан бастап шынымен де қазір уже суткіде 12 сағат қалды деп жатыр, және бұл қысқарады. 2026 жылы бүкіл астрологтар айтып жатыр, уақыт бұрынғыдан да ең әлемде болмаған қысқалыққа келеді. Яғни уақыттың қысқаруы, уақыттың тарылуы, уақыттың берекесіздігі не зат қалып келеді? Давайте пікір етеміз. Кеттік ары қарай. Климатта өзгеріс дейді, дұрыс. Мәдәлсәлем келетін уақыт дейді, арпалыс өмір сүру 24 сағат емес, 12 сағаттың ішінде бәріне үлгеру керек. Жүрекпен жұмыс басталды, жүрек көзімен қарау заман дейді. Керемет. Бұл енді келесі біздің алдағы айтылатын нәрсе. Жарайсыз, даму китс болсаңыз, даму китс екенсіз. Сіз уже пікірлеріңіз дамып кеткен, бірақ әлі емес, қазір эфирдің алдында айтамыз. Енді осы уақыт тез өтіп жатқан кезде қалай ойлайсыздар? Бұл бізге қалай әсер етуі мүмкін? Пікір етейікші қазір. Жүйесіздікке алып келеді, дұрыс. Жүйесіздікке. Шынымен де ғой қазір не істеп не қойып жүргеніңді білмейсің. Таңертең тұрасың, кешке ұйықтайсың. Бір есің жисаң, балаңмен сөйлесіп жатқан сияқтысың, бір вспышка, балаң туылып жатыр, бір вспышка, балаң уже 10-ға келіп жатыр, бір вспышка, балаң үйленіп жатыр, бір вспышка, балаң балалы болып жатыр, немере, бір вспышка, сен уже 70-ге келіп жатсың, да? Бір вспышка уже все, соңғы демі шығайын деп жатыр.
шаршау, иә, себебі үлгере алмай жатырмыз, ұйқымыз қанбайды, берекесіз, түнде ұйықтайсың, бүйтіп көзің жұмдың, болды, таң атты, көзің жұмдың, таң атты, жап-жаңа ұйықтап отқан сияқты едің, как будто ұйықтамаған сияқтысың. Сол, мынау ми өшпейді, сен қалай күні бойы қалай жүрдің, түнде дәл солай арпалыс сияқты, керісінше сен ұйқыдан одан сайын шаршап қаласың. Солай ма? Кімде солай? Ештеңеге үлгермеу, керемет, дұрыс айтасыздар. Қазір кезде өзіміздің балдарымыздың өскенін көреміз дейді. Мән жоқ дейді. Мән жоқ, ештемеде мән қалған жоқ. Сен су ішіп жатсың, бірақ судың дәмін сезбейсің. Сен біреумен сөйлесіп жатсың, ол адамнан ләззат алмайсың онымен сөйлесіп жатқанда. Сен білмеймін, әйтеуір ғибадат жасап жатсың, намазың бір тауықтың жем шоқыған сияқты, мысалға. Ойланбай әрекет ету, автопилот, бір қайталанып жатқан өмір, бірінен кейін бірі, бір белка в колесе бітпейді, ең соңында есіңе жия алмай не болып кетті деп, ең соңында өміріңнің біраз өтіп кеткен, санасыз автопилот өмірмен. Тез қабылдап үйрену керек болар. Қазір ол не істеу керек екенін айтамын. Сағат 2 есе қысқарды, однотипный күн. Дұрыс айтасыз, энергия жетпеу, менде солай, үйде отырып шаршау, менде сол зымыраған уақыт, дұрыс, менде сол жүректе тыныштық жоқ, бұл тіпті бөлек тема, мида тыныштық жоқ, тағы бөлек, жүректе тағы да тыныштық жоқ. Сен миыңмен жағаласың ба, жүрегіңмен жағаласасың ба, әлде сырттағы факторлармен жағаласасың ба, балаңмен, күйеуіңмен, жоқ әлде әке-шешеңмен жағаласасың ба, ата-енеңмен жағаласасың ба, жоқ ақшасыздық кредитпен жағаласасың ба, жоқ әлде бір курс алып сол курспен жағаласасың ба. Жағаласатын зат көбейіп кетті, солай ма? Жақсы нәрсе айтыңызшы дейді, түңілдіріп отырмын ба? Енді мен реально болып жатқан ситуациям. Адам ауруын жасырған өледі. Адам өзінің ауруын мойындау керек. Бізде осындай болып жатыр деп, әрқайсымыз осыны мойындаған кезде бар, бұған ем табылады. Мойындайсыздар ма осыны? Фрустрацияға ұшырау, мән жоғалу, сандалу дейді. Не дейді? Миында басқа зат, бітпейтін тірлік, жанталас өмір, қысқа кеуде, қуыс кеуде дәуір дейді. Бәрінде қорқыныш. Вот, керемет, молодцы, достар, қыздар. Жігіттер қатысып отса, жарайсыздар, дұрыс айтасыздар. Шынымен де осы проблемалардың бәрі бар. Енді не істеу керек? Не істеу керек? Ал мен анандай, қазір заман өзгерді, эра Водолей басталғалы, тек ұстаз деген ұғым жоқ, тек бір адам дұрыс деген жоқ. Сондықтан сізде бәріміз, міне көрдіңіз ба, эфир қалай күшті жанды өтіп жатыр, себебі сіздер өздеріңіздің ойларыңызды қозғап жатсыздар, өздеріңіздің ішіңіздегі жауапты тауып жатсыздар. Дәл қазір сіздер ойды қозғалтып жатсыздар. Ой қозғалған кезде бәрі қозғалады, энергия қозғалады. Сол үшін қазір тағы да сіздерге ой, сұрақ. Не істеу керек сіздің ойыңызша? Бедейді, жаман айтпай жақсы жоқ. Лаура, мен жақында сондай керемет инсайт таптым. Молодец, сіз де сол инсайтқа келіпсіз. Қазір адамзат бір адам не ойласа, бәрі сондай ойлайтын жағдайға жеттік. Тек бір адам ғана ойлап, уникальный, мен ерекшемін емес, бүкіл адамзатқа келеді идея, бірдей келеді. Просто бір уже жүзеге асырады, бір уже жүзеге асырмайды. Разница в том, что. Енді қараңыздар, достар, шынымен де жаман айтпай жақсы жоқ деген сөздің қазақтың мағынасы, оказывается, психологияда мен неше жылдан бері чакрамен айналысып келе жатырмын. Адамдардың бойындағы чакралардан энергияларды шығарумен айналысып келе жатырмын. Оказывается, адамның бойындағы чакраларынан травма шықпаса, 1000 рет психологқа бара бер, 1000 рет расстановка жасата бер, 1000 рет бүкіл білмеймін әйтеуір миыңды, мышлениңді өзгерте бер. Оказывается, чакралардан, сіздің бойыңызда, денеңізде қалып қойған чакралардан шықпайынша, энергия, сенің травмаң, әке-шешеңнің травмасы, ата-бабаның травмасы шықпайынша, адам емделмейді екен. Сондықтан менің техникамның ерекшелігі чакрадан шығарып жібереміз. Біз травманы, негативті, жаман ойды чакралардан шығарып жібереміз. И одан кейін оның даже ізі де қалмайды. Енді айтайын дегенім, жаман айтпай жақсы жоқ. Мен чакролог ретінде айтатын болсам, ең бірінші адам ішіндегі негативті шығарғасын барып, тамақ чакрасынан, мына негативті айтқасын барып, соны мойындағасын барып, менде сондай проблема бар деп жылап, еңіреп, Құдайдан сұрағасын барып, шарасыздыққа ұшырағасын барып, шешімі келеді екен, кез келген нәрсе. Сол кезде жақсылық келеді екен. Сондықтан сіздер бүйтіп кейбір адамдар бар, ой, негатив айтуға болмайды деп бәрін тығып тастайтын. Ол да болмайды. Дұрыс, негатив айта беруге болмайды. Бірақ позитив келу үшін адамның бойына негатив шығу керек. Түсіндіңіз бе? Шығу керек, тамақтан шығу керек. Ал кеттік. Не істеу керек дегенге жауап беріп жатыр. Қабылдау керек дейді, үлгеру керек, рухани өсу керек, эмоция жоғары болу керек дейді, уақытты реттеу керек, қолға алу керек, рухани білім керек, ояну керек дейді. Сосын не дейді тағы да? Даму керек дейді. Руханиятқа бет бұру, ғылым мен мәдениетті дамыту, бәрі жүрекке келіп тоқталады, жүрекпен жұмыс. Қосылам, мен қатысайыншы, ізі қалмайды дейсіз, откат болмай ма? Откат болмайды. Чакрадан шығарудың ең күшті әдісі откат болмайды. Ясауи жолынан басқа жол жоқ. Жақсы, енді давайте не істеу керек?
бірақ маған керек жауапты әлі айтпады ешкім. Мүмкін тағы 1-2 минут күтейік. Қозғалыс керек екен бәрімізге. Қозғалыс әрине керек. Ғафлет көрпесін жамылып жата беретін уақыт жоқ. Жаңа ұрпаққа ілесуге, оларды кеңестік идеологиямен өсіре бермеу үшін біздер оянуымыз керек. Әйтпесе жастардың кейбірі кеңес дәуірінде ойланып жүр. Енді айтайын сізге, қалай оянамыз? Мәселе сода. Чакраларды ашу керек. Ол да бар, бірақ олардан бұрынырақ нәрсе бар. Көлеңкелі жағымен бетпе-бет келу, молодец. Бірақ ол үшін қалай келесің? Сұрақ қалай болды? Сұрақ қалай? Біз қазір осындай дәуірге өтіп кеттік, жаңағыдай. Қапылысқан, уақыт жетпей атқан бір түсініксіз жаңа вибрацияларға үлгере алмай жатырмыз, ілесе алмай жатырмыз да, мына новый форматқа. Не істеу керек? Шашылып жатырмыз бәріміз. Осы шашылудан аман қалу үшін не істеу керек? Уақытты жеткізу үшін не істеу керек? Өз-өзімізді қолға алу үшін не істеу керек? Сіздің ойыңызша. Жауапкершілік алу керек, молодец, бұл да кіреді. Бірақ Назым маған анықтап жіберсең, жауапкершілік не затқа аламыз? Жоғары вибрация өту, медитацияға отыру, ақиқатқа тура қарау. Ақиқатқа тура қарау дегеніміздің басқаша варианты жауапкершілік алу шығар, сіздің ойыңызша. Маған жазып жіберсеңіз, не затқа жауапкершілік алу? Ал енді сіздер пока ойларыңызды жазған дегенше, кішкене не ғой? Эфир қалады да кішкене, сол үшін менің сөздерім сізге сәл кешірек жетіп жатыр. Пока сіз жазам дегенше, мен енді өз ойымды айта берейін. Ояну керек, оқу, іздену, даму, қабылдау, босату, өзіңе үңілу, жинақталу. Ойды реттеп, санамен жұмыс жасау, күнделікті жоспарлау. Мына жақта 1-2 де уже беріп жатыр. Молодцы, бәрі де дұрыс. Өзгеріске қарай өзгеру, уақытпен үлгеру бәріне. Карма тазалау дейді. Күшті пікір. Бірақ енді қараңыз, уақытпен үлгеру керек дұрыс, ояну керек дұрыс, бәрі де дұрыс, бірақ ол үшін ең бірінші нәрсе бар ғой. Ең бірінші бәрінің түбі өзегі. Бәрінің өзегі, өзіңе қатысты жауапкершілік алу, жертвовал, спасатель, молодец. Бірақ өзек не? Здесь и сейчас болу. Молодец, здесь и сейчас болу керек. Бұл уже екінші қадам, бірақ бірінші қадам бар. Одан да бұрынырақ өзек. Өзекті айтыңызшы. Өздікеңді өзің жылу керек. Дұрыс, бірақ Лаура, молодец, жарайсыз. Лаура, молодец, Лаура, сіз мықтысыз. Ниетті өзгерту керек. Ниеттен бастау керек. Себебі барлық нәрсенің ниеті бар. Барлық адам баласының ниеті бар. Барлық істің өз ниеті бар. Мысалға, қараңызшы, өздеріңіз қазір эксперимент жүргізіп көріңіз. Бәріңізге сұрақ. Болды, пока ештеңе жазбаң, сұрақ. Осы сұраққа жауап беріңіз. Сіздің ең соңғы болған сәтсіздігіңізді есіңізге түсіріңіз. Өміріңізде бір сәтсіздік болды. Кредитке кіріп кеттіңіз, тұрмысқа сәтсіз шықтыңыз, енеңіз нашар болып шықты, күн бермей қуып жіберді, тағы бір деме. Мысалға да, өміріңізде бір үлкен сәтсіздік болды дейік та. Жеке өмір болсын, ақша болсын, профессиональный болсын, бәрібір. Енді сол сәтсіздік басталғанға дейін, сол іске кіріспес бұрынғы ниетіңіз қандай еді, есіңізге түсіріңізші. Және честно, маған емес, өзіңізге сол сәтсіздікке әкелген дұрыс емес ниетті болды ма? Соны честно признайтесь, пожалуйста. Сәлем, сіз Ақтауда тұрасыз ба? Сізге барайын деп едім дейді. Мен Астанада тұрам, мен астаналықпын, шүкір, керемет. Жалпы ақтаулық болғанмен қазір Астанадамын. Астанада қаламын, осында боламын, осы жақтың халқымын, осы жақта чакралар өткіземін, сондықтан келіңіз Астанаға. Егер келе алмасаңыз, онлайн бар менде. Так, бедейді. Түн ала сұрған кезім, өзіме өзім содан бастап өзімді жоғалттым, 3 жыл болды. Мен қазір айналаның бәрін жек көремін. Қуады осылар, шала коучтар. Так, ондай әңгімелерді ренжімеңіздер. Так, заблокируем. Маған артық әңгіме керек емес. Все. Енді сіздерге сұрақ. Кез келген сіздің проблемаңыз, өзіңіздің өміріңіздегі соңғы проблема, немесе бір сәтсіздігіңіз, бір қиындығыңыз өміріңізде басталмас бұрын соның түнде өзегіне үңілесіз ба? Все-таки ниетіңізде бір қисықтық болды ғой, соны мойындаңызшы. Күйеуді дұрыс танымай тұрмысқа шыға салу, біліп таныған адаммен отбасы құруға жетеді, дұрыс айтасыз. Жоқ, күйеуді дұрыс танымағанда емес мәселе. Мәселе ода емес. Сол күйеуге шықпас бұрын сізде бір ниет болды. Соны есіңізге түсіріңіз. Қандай ниет болды? Шынайы, прям честно. Көбіне мына некелер талқандалып жатады ғой. Мен сол кезде ниетті ақтарамыз. Мен сеанстың кезінде, обязательно менде сеанста 5 деңгейде өтеді. Біріншісі ниет деңгейінде, эго деңгейінде, чакра деңгейінде,
рух деңгейінде травмалармен жұмыс, жаңағыдай астрологиялық картаны ашып миссия деңгейінде өтеді. Сол кезде біз қазған кезде, оказывается, көп брактар басында әубаса ниет дұрыс емес болғандықтан бүлінген екен. Мысалға, біреулер тезірек тұрмысқа шығып кету керек, кәрі қыз болып қалам деп қорыққаннан шыққан. Біреулер жақсы жігіт қой әйтеуір, асырайды ғой деп шыққан. Біреулер жақсы әке болады ғой деп шыққан. Біреулер әке-шешесі жақсы сияқты деп шыққан. Біреулер әке-шешем маған күнін тыным бермей кетті, шашымды ағарып тезірек тұрмысқа шығып кетейін деп шыққан. Біреулер бай деп шыққан. Біреулер кедей деп шыққан. Әйтеуір простой ғой деген сияқты. Біреулер мінез үшін шыққан. Біреулер тағы бір, әйтеуір адамның өзі үшін шыққан адамдар аз, шынын айту керек. Есеппен, көбісі есеппен шығады, сол ең соңында сол некені талқандайды. Адамда өзіне көп жауапкершілік алғанда сәтсіздікпен қателесу мен шырмаланға кіру болады, түсінбедім. Сондай жама минусовый состояниеде жүрмін. Мен өзіме көп алып қойдым. Молодец, мойындап жатыр, міне ауруын жасырған өледі. Осындай несін айтқан, өзінің дертін айтқан адамдар жазылады. Мақтану үшін жасау, ол ниеттің дұрыссыздығы ма? Я, өкінішке қарай солай, потому что сіз өзіңіз үшін жасап жатқан жоқсыз, жұрт үшін жасап жатыр. Егер солай болса, онда басында солай бастап, демек содан сәтсіздік кетіп. Вот, дұрыс айтасыз. Онлайн қанша чакра аштырайын. Бұйырса ол туралы айтамын қазір, чакралар туралы мойындаймын. Құтқарушы, мать Терезалықпен аядыңыз, аяушылықпен шығып кеттіңіз, ол да жаман. Мойындаймын дейді. Адам бәрін өз ниетінен табады. Бірақ өз ниетінен табады дегеніміз слишком жестко. Өйтіп айтпай қояқшы, кішкене жұмсартып айтайықшы. Әркімнің өз ниеті өзінің досы деген кішкене әдемірек, күштірек, кішкене жұмсағырақ келеді. Өз ниетінен табады, как будто бәрі ниетінен тапсын деген сияқты бір жаман бір неге келеді. Жаны себебі сондай айналып кетті, оның осы сөз қолданыс. Әркімнің досы өз ниеті десе, кішкене әйтеуір бір жұмсақтау. Шынайы эмоция, иллюзиямен қарапын, өз қателігі, молодец. Біреуден күту, дәмету, ожидание, ол да есепті, мысалға, дұрыс емес ниет. Тегіне қарапын, көрдіңіз, даже тегіне қарауда, оказывается, есеп екен. Дұрыс айтасыз, расчетпен шықтым, дұрыс айтасыз, тектіден текті туады деп. Мен ешқандай ниет болмапты, жай тұрмысқа шығып кетудің өзі де ниет. Просто тұрмысқа шығып кеттім, болды, ойланбай. Махаббат қайда, махаббат. Сөзім не дейді, өзім суып қалдым, ол емес дейді. Мен өзіме көп алып қойдым, мен бәрін жасап жүрмін дедім, мен ұстап отырмын дедім, соны дәл қазір түсініп отырмын. Керемет. Молодец. Мен аяқ асты өліп қалатын сияқты сезініп жүрмін. Неге? Ол туралы айтамыз. Барлығы 100% дұрыс айтып отырсыз дейді. Рахмет. Яғни кез келген нәрсе ниеттен басталады. Сонымен ниетті өзгертеміз. Ниет. Давайте қазір осы эфирді пайдалана отырып, менімен бірге осы жерде қатысып отқан 100 шақты адаммен бірге кім өзінің ниетін бұрады? Давайте прям қазір осы эфирде, тікелей эфирдің кезінде бірге өзіміздің санамызды өзгертейік, вибрациямызды өсірейік, жан дүниемізді ашайық, махаббатымызды ашайық. Кім дайын, кім жаңа заманға, жаңа дәуірге, жаңа резонансқа, жаңа вибрацияларға шығуға дайын? Плюс қойыңыз, мен дайынмын деп жазыңыз. Жоқ, плюс қоймаңыз. Плюс қою ол тек дей салу, өзің дайындығыңды білдірші ғаламға, өзіңе, Құдайға, Инстаграмға, бәріне, әлемге. Мен дайынмын деп жазыңызшы. Кеттік. Мен 19-ға толдым, ешқандай жаман ниет болмады. Ниет жайлы білмейміз, қазір ажырасып кеттік. Енеміз маған карма болды, қазір 50-демін, бірақ қатты жақсы көріп шықтым дейді. Так, Рая Қалтай. Ешқандай ниет болмады. 19-да. Нәпсәне ниетші хотя бы, нәпсі жағын. Ақтарыңыз. Әлде де тағы да ақтарыңыз. Әрине, міндет түрде жаман ниет дегенде емес қой. Мүмкін бір кішкене бір сәл мүкістік, мүмкін ожидание болған шығар, мүмкін бір кішкене бір эмоция, мүмкін сіз одан внимание күткен шығарсыз, мүмкін одан әке-шешеден алма, махаббат күткен шығарсыз. Қараңыз. Так, мен дайынмын дейді. Дайынмын, мен дейді. Керемет, дайынмын әрқашан. Дейді. Жарайсыңдар. Бәрі жас болсын, сосын. Ал дайын адамдар бәріміз ыңғайланып отырамыз, сосын қазір кірсеміз. Ең жаман қарғыз ниетіңнен тап деп жатады ғой. Сол үшін өзімізге ниетімізді жөндесек, дәл солай өзгеде де жақсы ниетте болу керек. Жарайсыз. Гүлбаршын, дұрыс айтасыз. Мен дайын дейді. Тамаша. Ал енді дайын адамдар, пока бәрі дайын деп жазғысы келгендер жазып тастасын. Дайын адамдар қазір ыңғайланып отырамыз. Есіктен бәрін шығарып жіберіңіз, үйде ешкім қалмасын. Балдар шулап жүре берсін, жақсы, ештеңе етпейді.
ыңғайланып отырамыз. Бәрін тастаймыз, қоямыз, телефонды босатамыз. Мандан бері көп информация, көп сөйлестік, енді сәл жанымызды тыныштыққа енгіземіз. Сіз сияқты эфир ешкімде жоқ дейді. Рахмет, Гүлекке, жаным сол. Дайынсыздар ма, отырдыңыздар ма? Көзімізді жұмамыз. Давайте бүткіл әлемнің мазасыздығынан, суетадан, паникадан, берекесіздіктен, асығыстықтан, шаршаңқылықтан, кредиттерден, қарыздардан, күйеудің, ененің, бала-шағаның, ата-ананың, тағы да басқалардың ми жеулерінен, тепкілеулерінен, езгілеулерінен, проблемаларынан, уайымдарынан, қиындықтардан, аурулардан, сырқат дерттерден, уайымдардан, болашақпен өмір сүруден және өткенмен өмір сүріп біреулерге ренжуден, обидадан, травмадан, өкініштерден полный денемізді босатайық. Ол үшін терең дем аламыз, 4-ке дейін санаймыз, ұстаймыз, тағы да 4 рет, 1, 2, 3, шығарамыз. Аузымыздан осы жаңағы мен айтқан нәрселердің бәрі шығып кетсін, прям түтін болып, қан болып, құсық болып, сарсу болып, тас болып, құм болып, кез келген нәрсе. Давайте денемізді босатайықшы. Қасқа дене, қасқа тән, қасқа сознание өлді зорығып. Біздің қалауларымыз орындаймыз деп. Даже қалауларымыз емес, амбициямыздың соңынан шабамыз деп. Керексіз. Давай босатайық бәрін. Келістік па? Ал кеттік, тағы да жұтамыз, 4-ке дейін санаймыз. 4-ке дейін ұстаймыз. 1, 2, 3, 4. И 4-ке шығарамыз. Ой, молодец. Жарайсыздар. Аузыңыздан міндетті түрде бір негатив шығыватқан елестету керек. Міндетті түрде. И және соңғы рет осы жолы беріліп жасаңыздар. Сеніп жасаңыздар. Барлық мәселе сенімде. Не затқа сенесің, сол орындалады қазіргі заманда. Вибрация 70-тен асып кеткен кезде. Жұтамыз, 4-ке дейін санаймыз. 4 секунд ұстаймыз. 1, 2, 3, 4 бойымыз аралатып, аузымыздан негативтің бәрін 4-пен шығарамыз. Өйтіп бөлмесеңіздер болады, мен сіздерге санап түсіндіріп жатқан. Бірнеше рет тағы жасап тастасаңыз болады. Айтыңыздар, уайымдардан арыламын, проблемалардан тазарамын, өткенімде қалды, болашаққа кірмеймін. Енді қазір өзіңіздің жүрегіңізге үңіліңізші. Жүрегіңізді ұстасаңыз болады. Жүрегіңізді ұстаңыз да, соғып тұрмады гүлдеп. Кімдікі қатты, кімдікі жай, кімдікі жиі, кімдікі баяу. Әйтеуір соқса болды. Жүрегіңіздің дауысын естіңіз. Ұйықтап қалған жоқ па, өліп қалған жоқ па қасқа жүрек. Өліп қалса оятыңыз. Қолыңыз арқылы энергия беріңіз жүрегіңізге. Бүкіл салмақ осыған түсті өмір бойы. Қазір біз жүрегімізді түсінетін уақыт келді. Өз жүрегімізбен, жанымызбен оңаша қалатын уақыт келді. Болды, біреудің пікірі, біреуге бірдеме дәлелдеу, ақша, кредит, қарыз, біреуден озам, біреуден қалдым. Мүмкін анау дұрыс шығар, мынау дұрыс шығар деген күмәндер, бәрі қалсын артымызда. Ол жүрекке керек емес. Жүрекке тек бір зат керек, ол махаббат. Бірақ махаббат сезіну үшін бірінші тыныштыққа кіріп, ниетімізді өзгертуіміз керек. Ал ниет жүректе отырады. Ниет жүректе, жүрек чакрасында. Тыныштықты сезініңіз.
тіпті балалар шулап жүрсе де, ене ар жақта ұрсып жүрсе де, күйеу не істеп жатсың десе де, давайте сыртқы дыбыстардың бәріне саңырау болайықшы. Қазір тек ішкі дыбысты тыңдайықшы. Ішкі вибрациямызда. Біздің мақсатымыз осы ішкі вибрацияны жердің вибрациясына келтіріп, бұрауын келтіру, құлағын бұрау, домбырамыздың құлағын бұраған сияқты. Мазасыздық емес, тыныштық тапқан кезде сіз жердің вибрациясына сәйкесесіз. Сіз тек тыныштық тапқан кезде ғана жердің вибрациясына сәйкесесіз. Біз тыныштық тапқан кезде ғана жердің вибрациясына сәйкесеміз. Әбден жүрегіңіз тынышталғаннан кейін жүрегіңіздің қақ ортасы жүрек чакрасының ниет тұрады. Ниеттің орны жүрек чакрасының қақ ортасы. Сол ниетімізге тіке бұрыламыз қазір. Мысалға, егер мерген болсаңыз, бір затты көздеп атсаңыз, анау пистолеттің несін әкеледі ғой, діттеп. Сол сияқты қазір жүрегіңіздің қақ ортасын діттеңіз. Сол жерде ниетіңіз тұр. Қазір айтасыз. Менің сөзімді немесе өзіңіздің жүрегіңізден шыққан кез келген сөзді, бірақ әрине қате айтып қоймаңыздар. Айтамыз. Мен бүгіннен бастап ниетімді жаңа бағытқа өзгертемін. Мен бүгіннен бастап ниетімді жаңа бағытқа ауыстырамын. Мен бүгіннен бастап өз өміріме, болашағыма, өткеніме, жан дүниеме, эмоцияма, хәліме, яғни состояниема, ниетіме жауапкершілікті аламын. Мен бүгіннен бастап бала позициясында емес, жертва позициясында емес, өзін өзі қолға алатын үлкен адам, яғни взрослый позициясына өтемін. Мен бүгіннен бастап өз-өзімді жейтін, ұрсатын ата-ана, родитель позициясында емес, өз-өзімді түсінетін, қолға алатын взрослый позиция, үлкен адам позициясына өтемін. Саналы адам позициясына өтемін. Мен бүгіннен бастап жүрегімді тыныштыққа бөлеймін. Мен бүгіннен бастап өзімнің состояниема, яғни хәліме қараймын. Мен ниетімді бір Аллаға бұрамын. Мен ниетімді өзімнің жаныма бұрамын. Болды, ниетімізді бұрдық. Жарайсыздар, кім бұрды? Кім бұралды, кім бұралмады? Плюс-минус қоя кетіңіз, немесе айтыңыздар. Қалай екен? Жүректі тыныштықта қалдыру деген қандай? Күшті ма? Керемет па? Рахат па? Оказывается, ешқандай да манағы жазып атқан проблемалар, катастрофалар, уақыттың жетіспеуші деген жоқ. Оның бәрі сыртқы факторлар екен, түсініп атсыздар ма қазір? Оның бәрі тек сыртқы факторлар. Егер сіз жүрек тыныштығыңызды, ми тыныштығыңызды ұмытатын болсаңыз, онда манағы сыртқы факторлардың бәрі сізді алып кетеді. Қардың добы сияқты айналып, қайыққа қалғаныңызды білмей қаласыз. Маяқта бөлісіп жатыр, керемет дейді. Мен дейді, мен тамаша дейді, бұрдым дейді, плюс дейді. Рахмет дейді. Ой, рахмет, сіздерге рахмет. Жалпы менің өзімнің астрологиялық картамда адамның жанын тыныштыққа келтіре алатын қасиетім бар. Менің даусымда ата-бабамның, ахундардың,
дауысы бар, үні бар, әуезі бар. Менің сөзімде жыраулардың сөзі бар. Сондықтан маған ондай талант берген, ондай адамдар болады. Адамның жанын тыныштыққа кіргізе алатын адамдар болады. Транс дейді ғой былайша айтқанда. Міне сол тыныштықты міндетті түрде тауып отыру керек. Тауып отыра алмасаңыз, мен сияқты маманға келіңіз. Өзіңіз таба алмасаңыз. Мә, көзімді жұмғанда тас қараңғылық болды. Жайлап шығарған сайын аппақ жарқырап алдымда болды. Керемет, рахмет дейді. Мен ең басында ниет етуден қорқыппын, бірақ сізбен до конца болғаннан кейін оңай екенін түсіндім дейді. Рахмет дейді. Рахмет сіздерге, рахмет. Менімен бірге ниеттеріңізді өзгерткендеріңізге рахмет. Алда эфир енді көп қалған жоқ, бірақ алда әлі де қызық нәрселер бар. Мұрын кеудем удай ашып кетті. Значит, сіздің мына чакраңызда, или тамақ чакраңызда, или көз чакраңызда. Көбіне енді мен мұрынды көз чакрасына қосам, жалпы. Ну, смотри, қай жері мұрынның. Осы жерде или осы жерде бір проблема бар. Көз чакрасы или мұрын чакрасы. Көз чакрасы жалпы интуицияға жауап береді, адамның қасиеттеріне жауап береді, дұрыс шешімдерге жауап береді. Мүмкін көз чакрасы. Рахмет, Алла разы болсын, көзіме жас келді. Медитация кіре сезіне алмаймын. Рая Қалтай, медитацияға кіре алмасаңыз, ми чакрасымен жұмыс жасау керек. Бала күнімнің бәрі есіме түсті. О, керемет, күшті. Молодцы. Ал енді достар, ары қарай кеттік. Сонымен, достар, ең бірінші ниетті өзгерттік. Бірақ барлығы ниетпен болып кететін болса, оңай болар еді ғой әлем, бірақ өкінішке қарай тек ниетпен шектелмейміз, енді ары қарай көшеміз. Енді яғни бізде кармана 80 бүйтіп атқан, шайқалып атқан. Ең бірінші сонымен түсіндік қой да, ең бірінші ниетті бұру керек екен. Ниетімізді бұру керек. Екінші, ниетті бұрғаннан кейін барып, яғни өзімізге өзіміз жауапкершілік алғаннан кейін, жертва позициясынан шыққаннан кейін, Құдайға өзімізге ниетімізді бұрғаннан кейін, жүрегімізді тыныштыққа бұрғаннан кейін, сосын жаңа вибрацияға өтем деп ниет еткеннен кейін екінші шарты не деп ойлайсыздар, достар? Жаңа өзім айтып қалдым, байқамай. Екінші шарты не? Ниетті бұрғаннан кейінгі екінші не? Мына новый вибрацияға үйреніп, жаңағыдай кіріп кетудің, өліп қалмаудың әдісі не? Светқали Нұржан ағамыздың қызы болсаңыз, мықты болмасқа болмайды. Рахмет, қан бәрібір берет свое. Екінші шарты не? Екінші қадам не деп ойлайсыздар? Ал кеттік. Идеямызды, ойымызды жазамыз. Ойланамыз, жазамыз, жыбырлаймыз, қозғалыс, жаралыс басы қозғалыс дейді Шәкәрім атамыз. Сана дейді, жоқ, сана емес, сана ол тым күрделі. Санаға жетем дегенше тағы бір деме бар. Айтманның қызы ғой дейді. Рахмет. Санаға дейін тағы бір деме бар. Жаңа мен айтып қалдым, байқамай. Не екен? Жаңа өздеріңіз сезіндіңіздер соны. Ой дейді, молодец, молодец, молодец. Ой. Ойды не істеу керек? Әрекет жоқ, әрекетке әлі ерте, достар. Әрекетке жүгірмейді атырыңыздар. Әрекетке дейінгі қадамдар бар, жан тыныштығын. Жан тыныштығын табу керек, дұрыс. Жан тыныштығын табу керек, жан тыныштығын табу үшін не істеу керек? Жаңа ойға қатысты. Номер беріңізші. Номер қазір жазам бұйырса. Давайте жазсам жазып тастайын. Жан тыныштығын тапқанға дейін не істеу керек? Қалай ойлайсыздар? Мынаған жазыңыздар. Ниеттен кейін не керек? Қозғалыс жоқ, қозғалысқа дейін тағы бір зат бар. Ойды тоқтату керек. Жарайсыз, Назым. Ойды түзегенге дейін ойды тоқтату керек. Мақсат қойғанға дейін, армандағанға дейін ойды тоқтату керек, достар. Ойды тазалау керек. Яғни ол ми чакрасы. Көз және ми чакрасы. Адамның ойлары осы жерде в основном. Біз жаңа жүрек чакрасын тазалап кішкене тыныштандырып алдық, ниетімізді түзеп алдық. Енді көз чакрасы мен ми чакрасын тыныштандырамыз, түзейміз, ойды бақылаймыз, ойды реттейміз, ойды азайтамыз. Менің алдыңғы эфирімде мен айтқанмын, кез келген нәрсенің басы ол ойды түзеу деп. Кез келген мышлениядан басталады. Бірақ мышленияны дұрыстау үшін бізге ойды азайту керек. Бізде мясорубка, алдыңғы эфирді бір қарап алсаңыз ба, толық сол туралы айттым. Сол мясорубкадан шығу керек. Егер біз ойды тоқтатпайтын болсақ, достар, өте қауіпті нәрсе. Егер сіз ойыңыз біресе таңертең тұрғанда, ананы бүйту керек, баланы садикке апару керек, ананы бүйту керек, кредит төлеу керек. Кімнің ойы сөйтіп өтеді? Кімнің уақыты, күнделікті тірлігі осылай өтіп жатыр? Ананы бүйту керек, қазір тамақ пісіру керек, тамаққа не пісірсем екен, кешкі тамаққа не пісірсем екен, оның тұзы бүйтсе, енем ұнатпай қалса, күйеуім маған бірінші қалса, күйеуім маған ақша бермей қалса қайтем, жұмыстағы бастық бүйтсе, ана қыз деген маған сөйтіп қараса, ана қыз маған бүйтіп қарады ғой, мына қыз маған сөйтіп қарады, оңбаға мынау мен туралы ойлап жүрген жаман, мені дуалап жүрген жоқ екен. Бесконечно мынандай кімде осындай мясорубка болып жүріп жатыр миында. Менде ой көп,
Менде ой көп дейді. Рая Қалтай, мен сізге қазір жазам, сізге, өзіңізге. Иә, міне, өкінішке қарай. Міне, менде де сондай дейді. Мясорубка мида, иә. Бір бітпейтін хаос, иә, мида. Құдай сақтасын, толастамайтын бір, білмеймін, бір қарғын сияқты, иә. Қарғын болады ғой, таудан аққан. Кәдімгі бүкіл жаңағыдай позитивтің бәрін жойып жіберетін, иә. Автопилот менде ой. Адамның ең бастысы өзінің оймен жүріп әрекетін жасау дейді. Иә, әрекет жасағанға дейін бірінші оймен не істеу керек. Хаос дейді басында. Иә, хаос. Достар, біздің манағы айтқан проблемалар бар ғой. Жаңа уақыттың жетіспеушілігі, мазасыз өмір, кредит, ұрыс-керіс, ұйқының қанбауы, түнде ұйықтап отқанда мида бүлкілдеп жасап ату, бір демалсаң да демалған құрлы болмау, берекесіздік, білмеймін, ақшаның да бәрін, ештеменің құны жоқ, ештеменің берекесі жоқ. Соның барлығы торнадо дейді, миымда торнадо болып жатыр. Мен ғана ма десем дейді, көрдіңіз ба, Гүлнұр? Тек қана сізде емес екен. Ұйықтағанда миым жұмыс істеп тұрады. Құдай сақтасын, ең жаман сол да. Бір ұйықтаймын дейсің, миың қайнап атады ғой, есімнен шығып кете береді, тек телефонмен басқарып жүреді. Менде мүлдем ой жоқ дейді. О, керемет, Фариза, қалай ой жоқ? Сіз енді бөлісіңіз ал. Осындай адам керек бізге. Мүлдем ой жоқ. Ал енді ол ойды қалай тоқтатамыз? Сұрақ. Ол ой тоқтамаса не болады? Давайте соған өте кетейік. Ол ой тоқтамаса, достар, өкінішке қарай автопилоттан шыға алмайсыз. Өкінішке қарай уақыт ешқашан жетпейді. Өкінішке қарай состояниеңізді басқара алмайсыз. Өкінішке қарай адамдармен қарым-қатынаста онша емес болады. Кім қайта-қайта адамдармен керісе береді, мысалға? Постоянно ешкіммен бас піспейтін, тіл табыса алмайтын адамдар бар ма? Өкінішке қарай өзің, күйеуің, бала-шағаң, ата-енеңмен тіл табысу болмайды. Потому что сіздің өзіңіздің ойыңыз аздай, олардың негатив ойлары кіреді ғой, еще ең жаман сол. Иә, бір нәрсе жасайын десең дым идея жоқ, жасайын десең құнт жоқ, фокус жоқ, шашырап, міне біреуін бастайсың, оны тастайсың, екіншісін бастайсың, оны тастайсың, үшіншісін бастайсың, оны тастайсың. Міне солай жүріп жатқан бір адам түнгі 3-те ояна береді. Иә, ұйқы жоқ, мазасыздық, түнгі ұйқы болмағасын щитовидка кетеді, гормондар бүлінеді. Гормон кеткесін әйел адамның женственнісі бүлінеді. Ранний климакс, ерте қартаю, күйеуімен төсек қатынасы, или бір любой эмоциональный қатынастың болмауы, бүкіл әлемді жек көру, мазасыздық, жүрек қатты соғады, демала алмайсың. Короче, сол қазіргі өмірімізде болып жатқан проблемалар бар ғой, соның бәрі ойдан, достар. Бәрі ойдан. Сенесіз ба? Мына ойды тоқтатқан кезде мына проблеманың бәрі тоқтайды. Менде ешқандай ой жоқ. Молодец, Гүлнар, неге, қалай көрсін? Айтыңызшы соны, бөлісіңізші. Адамды зонаға тығады, өзгемен оймен өмір сүретін болса, иә, дұрыс айтасыз. Кортизолмен өмір сүреміз ғой бәріміз, иә. Ұйықтамағанда да ештеңе ой келмейді дейді. Ұйқы жоқ дейді. Күшті екенсіз. Гүлнар ханым, молодец. Бірақ анандай слишком ойсыз адам емессіз бе әйтеуір? Ренжімеңіз. Кейбір ойсыз адамдар бар, дым ойламайды, пофиг. Ол да болмайды, жоқ, достар. Ол тек ойды тоқтату керек екенге дегенге, терең ойларды тоқтату емес. Керек емес ойларды тоқтату. Нәпсінің ойларын тоқтату, былайша айтқанда шайтанның ойларын тоқтату. Вот, керексіз жаман ойларды тоқтату, негатив ойларды тоқтату. Осы мақсат. Ана терең, Құдайды ойлайтын, пікір ететін, жақсылыққа алып келетін ойлар емес. Менің даусым ірі, сосын маған ұрсып жатқандай болады екенмін дейді. Мен ойлап тұрмын деп дейді. Өмірім тамаша. Хорошо. Енді сонымен, достар, ойды тоқтату үшін не істеу керек? Мен сіздерге айтайын, сіздерді шаршатпайын. Ойды тоқтату үшін тыныштыққа кету керек. Медитация. Ғибадат екеуі. Мана біреу жазды, здесь и сейчас состояниеға кіру керек деп. Здесь и сейчас деген состояние қандай состояние? Ол ешқандай ойсыз состояние. Қазіргі сәттесің, өткенмен өмір сүрмейсің, болашаққа жүгірмейсің. Просто қазірсің. Міне, мен сізбен сөйлесіп жатырмын, мен міне қазір сізбен біргемін. Сіз мені тыңдап отырсыз, сіз мені тыңдап жатсыздар. Құлағыңызға кіріп жатыр ма информация, сіңіп жатыр, өміріңізге жүзеге асып жатыр, жасап жатсыз. Міне сол қазір нәзір деген состояние. Қазақша айтқанда, орысша айтқанда здесь и сейчас. Оны табу үшін керексіз ойларды тоқтату керек. Ол үшін ғибадат біріншісі намаз, таспих, жария. Екіншісі медитация. Не үшін медитация? Не үшін ғибадат, не үшін медитация, қазір айтамын.
мен тоқтатқанмен айналамда өзінің негативін тығатындар, көрдіңіз ба, сол кезде нерв боласың, не істейміз, одан қорғануды үйрену керек мөлдір. Қараңыз, ол уже келесі шаг. Ол келесі шаг. Бір нәрсені жасамай жүрген сияқтым қалып бара жатқан. Ол фобо или фомо. Ал енді қараңыздар, ойды ғибадаттар тоқтатады, және кейде даже ғибадаттар тоқтата алмайды. Себебі біз ғибадатта, өздеріңіз естеріңізге түсіріңіз, мысалы намаз оқысақ, намазың кезінде жоғалған ақшасы, тық қойған нәскилері, ұрысқан клиенттері, бастығының ауыр сөзі, бір зат ұмытып қалған нәрсесі есіне түседі. Байқайсыздар ма? Жалпы ғибадаттың кезінде де ойды тоқтату қиындау, себебі біз ғибадаттың кезінде прям ниет етіп, прям ойды тоқтатайын демейміз да, ғибадаттың кезінде тез 5 ракат, 4 ракат, тез оқып тастайын, тез ойбай, тез ана шаруа бар, мына шаруа, бәрібір де ғибадаттың кезінде де өкінішке қарай көп адам здесь и сейчас бола алмайды. Болатын адамдар бар, ол молодцы, мүмкіндігінше ғибадатта здесь и сейчас болған жақсы. Ал медитация кәдімгідей адамды ойдан тоқтатады. Неге? Енді дәлелдейік. Жария деген не дейді? Зікір, таспих, жария деген бізде Қашаған атамыздың несі бар? Қашаған атамыз ой, ұмытпасам. Жария деген Құдайды еске алу. Сондықтан Құдайды еске алған кезде де кейде адамдардың ойы далаға сан-саққа шашырап атады. Бірақ мүмкіндігінше, конечно, сол ойды келтіріп бір жерге тоғыстырып қойған жақсы. Медитация не үшін адамның ойын бір жерге жинастырады? Себебі медитацияда сен дыханияңа қарайсың. Сен уже басқа затты ойлауға мүмкіндігің болмайды, сен дыханиямен жұмсайсың. Так, мен дұрыс демалдым ба? Так, 4 ретке дейін демал. Ұстадым, 4 рет шығарам. 4 рет, былайша айтқанда сен уже манағы уайымдар кетеді, сенің жұмысыңның бәрі бір затқа шоғырланады, мысалға демалуға, немесе мысалға медитатордың даусына, мысалға медитатор сізді басқа әлемдерге алып барса, мысалға теңіз жағасына, или тағы бір, сіз соған қарай кетесіз, бүкіл әлемді ұмытасыз. Түсіндіңіз бе? Сондықтан медитация адамның ойын тоқтатады. Алғашқы бір айдай мүмкін тоқтамайды шығар, егер тұрақты 1 ай, 2 ай, 90 күн минимум жасайтын болсаңыз, медитациядан кейін сіздің даже медитациядан тыс уақыттарда да ойыңыз азаятын болады. Мысалға бұрындары деген ой болса, медитациядан кейін балдарды садикке апару керек еді, спокойствие, біраз уақытқа дейін. Ана клиентке бірдеме жазып жіберу керек еді, спокойствие, біраз уақытқа дейін. Күйеуіме бірдеме деу керек еді, спокойствие, біраз уақытқа дейін. Көрдіңіз бе? Сөйтіп медитация адамның ойларын азайтады. Сондықтан достар, медитация қаяқтан шыққан, енді сол туралы айта кетейік. Будда деген әулие болған. Ол Шәкәрім матаның өлеңінде бар. Будда деген әулие деген сөз бар. Жаңағыдай мен әр елге өзінің тілінде сөйлейтін елшілерді жіберем деген Құдай тағала. Будданы Индияға жіберген. Ол да Құдайдың кәдімгі әулиесі, таза, мұсылманшылықты үйрететін, ол да Құранды үйреткен, бәрін үйреткен. Просто оны ұмыттырып жіберген қазіргі ғылымдар. Будданың тек қана медитациясын қалған. Будда, медитация дегеніміз, Будданың қалдырған медитациясы, ол шын мәнінде ғибадат, Құдайға ғибадат содан басталған негізінде. Кәдімгі Құдайды еске алу. Будда отырған, айтқан, давай көп қинамай қояйын деген, спокойно, простой чувак болған дейсің. Сондай простой адам, ешқандай ештеме күрделендірмеуге тырысатын. Сосын адамдардың, енді ол Индияда мысалы намаз оқып бүйтіп жата алмайды ғой, енді ол. Олардың понятиесінде намаз оқу қиындау да, енді олардың понятиесінде қалай болса солай дәрет алу проблема оларда. Білесіздер, ондай тазайын халық емес, тазайын болмағандықтан сол халықтың санасына қарай икемдеп, жақсы дәретіңді алсаң ал, алмасаң енді өзің біл, бірақ алсаң, конечно, жақсырақ, просто отырасың да, тыныштықта Құдайыңды еске алып отырасың. Болды. Бір точкаға қарайсың да, мәссаған, Құдай деген қандай ола? Маған өмір берді, жан берді. Маған бала берді, ұрпақ берді. Маған әке берді, шеше берді. Маған жұмыс берді, ақша берді. Маған керемет осындай дос берді. Құдай қандай мейірімді, Құдай қандай керемет деп, тек қана Құдай туралы мысалға да бір ғана ой, мысалы бүгін Құдайдың кереметтігі, ертең Құдайдың жомарттығы, оның арғыны Құдайдың сұлулығы, оның арғыны Құдайдың көрегендігі, оның арғыны Құдайдың естігіштігі, короче, Құдайдың 99 сипатын күніне бөліп тастайды да, бір күнде бір тапсырмадан береді, бәрі отырады да тек соны ойлайды. Болды. Фокус сода. Болды. Құдайды солай еске аласың. Ешқандай қиналмайсың. Жан дүниеңмен тыныштықта отырасың. Ойыңмен
пікір етіп тереңдікке қарай алып кетеді ол сені. Сосын басқа мына дүниенің суеталарының бәрінен шығып сен уже ойың ғаршыға кетеді былайша айтқанда. Осылайша медитация пайда болған екен дейді. Сондықтан Будда медитация деген ешқандай Индияның діні емес, ол мұсылманның діні шын мәнінде медитация. Просто мұсылмандар оны қазір таспихқа алмастырып алды. Таспих санайсың, мысалға ля иляха иллалланы 100 рет айту керек болса, ля иляха иллалла, бір точкаға қарайсың, таспихыңды ұстайсың и ля иляха иллалланы айтасың. Ля иляха иллалла, ля иляха иллалла, ля иляха иллалла, ля иляха иллалла. Мүмкіндігінше ойың Құдай туралы болу керек, ля иляха иллалла, Құдайдан басқа Құдай жоқ, Құдайдан басқа Құдайдан басқа Құдай жоқ. Арасында Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, Мұхаммед расулулла, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, оның жаңағы біздің пайғамбарымыз Мұхаммед деген сияқты. Соның рухына да салауат айтасың, тек ля иляха иллалла деп таспихын санап, бір точкаға қарап, пікір етіп, міне ол да медитация негізінде, таспихпен отырып та. Міне мұсылмандардың медитациясы осы таспих. А Будданың медитациясы просто отырып, ол кезде таспих болмаған шығар, қайда неше мың жыл бұрын. Олар просто бір точкаға қарап, Құдайды пікір етіп, жаңа сөздерді айтып. Таспих адамға не үшін керек? Просто ана сбиваться етіп қалмау үшін 100 рет айту керек болса, 100 рет айту үшін ғана керек. А так негізі таспихсыз да жүрегің уже өзақ соғып тұрған кезде таспихсыз да сіз айта аласыз. Міне медитация деген бар болған осы кезінде ол ғибадаттан шыққан нәрсе, Құдайды мадақтаудан, Құдайға пікір етуден, Индияға Құдайдың жіберген елшісі Будда деген әулиенің қалдырған ғибадаты. Ол бірақ қазір бүкіл әлемге таза профессиональный неге айналып кетті. Шын мәнінде ол әулиелерден шыққан нәрсе бүкіл әлемге үлгі болып кетті. Қазір енді байлардың өмірін қараңызшы. Кез келген бай өзінің кітабын оқып, ашып қарайтын болса, бәрінде медитация жасайды. Бәрі медитация жасайды. Илон Маск, тағы кім бар қазір? Әлемдегі ең байларды айта қойыңызшы. Wildberriesті басқарған бір әйел ғана орыс. Тағы кім бар? Амазонның басшысы, аты кім еді оны? Netflixтің басшысы, YouTube'тың басшысы, әлемдегі миллиардтаған миллион, Макдональдстың басшысы керек болса, KFC-дің басшысы, бәрінен сұрасаңызда бәрі міндетті түрде медитация жасайды. Медитация жасамайтын бай адам көрген жоқпын мен. Сондықтан да медитация байлықтың да бірінші қадамы. Бай болғыңыз келсе медитация жасаңыз. Бірақ біз байлықтан бұрын біз ойымызды жинақтаймыз. Сонымен достар, не үшін мен медитацияны айтып жатырмын? Егер сіз медитацияны тұрақты, хотя бы YouTube-тан любой бір медитацияны қосып, күніне бір 30 күн жасап көріңізші. Прям давайте бүгіннен бастап челлендж, негізі алдында басталған сторизге бүгін айтам берсе, челлендж бастайық. Күнде медитация жасау. Просто жай ғана отырып тек. Менің медитацияларым бар YouTube-та. Немесе өзіңіз бір любой медитация тауып алыңыз. Я менің ақылы медитацияларым бар. Немесе менің марафоныма келіңіз. Қазір айтам марафон туралы. Вот сол жерде медитация жасап, ең соңында ойыңызды артық нәрселерден тазалап, уже сіз жаман ой ойламайтын дәрежеге жетесіз бұйырса. Сол медитацияның арқасында. Бұйырса 19 февральда 9 күннен кейін менің марафоным басталады. Сол жерде біз тазалық медитациясы. Бүкіл үйіңізді тазалап жібересіз түгел ойлаңыз, коридорды тазалап атасыз, арнайы аффирмациялармен. Еще сіз үйіңізді тазалап атасыз, миыңызды тазалап атасыз, чакраларыңызды тазалап атасыз. Спальниді тазалап атасыз, медитацияны тыңдап жүресіз менің да. Спальниді тазалап атасыз, жаныңызды тазалап атасыз, еще чакраларыңызды тазалап атасыз. Осылайша аффирмацияны айтып жүріп, үйіңізді тазалап жүріп, новый энергияларды кіргізесіз. Ол тек бір тазалық медитациясы, иә. Екінші, өкпе реніштерді, жараларды босату медитациясы. Травма, супер медитация менің ең прям медитация ғой. Бүкіл адамзаттың бойында өтетін травмалардың бәріне проработка жасайды. Супер медитация. Прям сіздің реніштеріңіз, негативтеріңіз, қайғыларыңыз, қасіреттеріңіз, ашуларыңыз, ызаларыңыз бәрін тазалайды сол медитация. 3-ші аптасында біз уже өзімді қабылдап, балалық шаққа оралып, внутренний ребенок деп айтамыз. Міне мана айтып отырмыз ғой. Өзіңді жақсы көру, өзіңді қабылдау, өзіңнің дертіңді мойындау, өзіңді сөкпеу, өзіңді кінәлай бермеу, өзіңді жек көрмеу, өзіңді езе бермеу. Бірақ керек кезінде өзіңнен есепте де алып білу да, шексіз тек бетімен кету емес қой ол. Міне соған да үйретеміз бұйырса марафонның 2-ші аптасында өз жаныңмен ең соңында оның нәтижесінде гармония табасың жүрегіңдегі. Менің алдыңғы марафонда осы 21 күн бойына жасап, аффирмацияларды айтып, ең соңында әлің беден жазады қыздар маған. Айсара ханым, не представляете, сол марафондан кейін мен уже қазір негатив ой уже келмейтін болған деп. Бұйырса сол негатив ойдан тоқтатамыз бұйырса. 3-ші аптасында өзіміздің қалауларымызды табамыз түгел.
чего мы желаем на самом деле, армандарымыз не, не затқа ұмтыламыз, не мақсат, не миссия, не зат бізді жандырады, не зат бізді күшейтеді, не зат энергия береді, не зат бізді оятады. Бұл өмірге не үшін келдік? Мысалға, Айсара медитация жасау үшін келді, жұрттарға медитация жасату үшін келді. А мен не үшін келдім? Біреу сату үшін келді, біреу сабақ беру үшін келді, біреу адамдарды өрттен құтқару үшін келді, біреу адамдарды судан құтқару үшін келді. Сол оның миссия, сол арқылы ол Құдайға да жетеді, Құдайдың да ризашылығын табады, адамзаттың да ризашылығын табады, өзін де бақытты қылады, и ақша да келеді. Ойлаңызшы, миссиясын тапқан адамға ақша оңай келеді. Оңай келеді деген дым істемей жатып тек келе береді деген сөз емес. Құдай ретін келтіреді. Құдай ретін келтіреді. Бәрінің ретін келтіруші бір Алла. Берген ақша тіпті 200 мың тапсаң да, 100 мың тапсаң да, сол 100 мыңның берекесін келтіріп қояды, сен өзің миссияңда жүрген адам болсаң. Просто ең басты шарты кредит алмау керек болды. Аш үйде тымнан қалмаса да кредит алмаңыз. Балалардың тойын столовыйға жасаңыз, кредит алмаңыз. Или баланың өзіне айтыңыз. Онда давай екеуміз бірге ақша жинайық, сосын барып сен тойыңды өткізейік. Қазір мен мүмкіндігім болмай тұр. Кредитке кіргім келмейді деңіз. Кредитке кірмеңіз. Кстати, осы марафондан кейін біз бұйырса кредиттен полный құтылатын боламыз. Ең соңында высший я дейді ғой, жоғарғы менмен байланысып миссиямызды табамыз. Күшті медитация бар менде. Сол медитацияға кіру арқылы сіздің ұмытылған миссияларыңызды еске түсіреміз. Шын миссияңызды. Мысалға мен сол медитациядан кейін өзімнің, оказывается, медитация жасатқанды жақсы көретінімді түсіндім. Ең соңында бонус. Достар, бүгін мен марафоныма, жаңа мен деген марафоныма сатылым ашып жатырмын бір жағынан сіздерге техникасын да беріп жатырмын. Қазір тағы да бір может медитация жасап жүреміз аяғында, или разбор жасаймын, қазір қараймыз. Алғашқы 10 адамға, сатып алушыларға әйелдік энергия медитациясы деген керемет, мощный медитациямды сыйға беремін. Прям өзіңізде қалады. Главное, таратып жүрмесеңіз болды. Таратсаңыз да енді өз еркіңіз, конечно, жауапкершілік өз арқалайсыз. Но ана медитациядан кейін менде бар ғой, 10-даған қыз тұрмысқа шықты. Ана медитациядан кейін туды неше қыз. Ана медитациядан кейін қыздардың сексуальный андай женственный энергиясы артып, күйеуі ғашық болып қалды. Ана медитациядан кейін климакс кетті, кстати. Жатыр несі келді. Құдай өңдейді, месячный келді. Сондықтан осындай керемет әйелдік энергия деген мощный медитациямды алғашқы марафонға қатысушы алғашқы 10 адамға тегін беремін, өзіне беремін. Өзі таңнан кешке дейін жасаймын. Менің даусыммен рахаттанып, записьте, ешкімге таратпаса болды, конечно. Қашан тыңдағысы келеді, күйеуімен проблема болған кезде де, любой момент тыңдап, примерно 15 минуттық медитация, женский энергияңызды күшейтіп алуға болады. Сізге ғашық емес адам қалмайды содан кейін. Достар, ал біздің марафон, жаңа мен марафонымның сатылымы ашық. Оның бағасын сұрайтын болсаңыздар, қазір сұрақтарға қарайым. Оның бағасы 26 мың теңге. Так, міне мына номерге кім алғаш 10 адам қазір осыны алып үлгеретін болса, мына номерге ақшасын аударып Каспий Голдқа әйелдік энергияны ашу медитациямды тегін сыйлыққа беремін. Супер медитацияны. Содан кейін маған бір сіңілім айтады, Құдай сақтасын. Айсара апа, не істеймін, короче, слишком көп жігіт маған сөз беріп кетті ғой деп. Бір сіңілім айтады, тұрмыстағы, короче, күйеуім маған маза бермейді дейді. Күйеуім маған маза бермейді, сол медитациядан кейін дейді. Сондықтан керемет медитация, мана Хауананың мақсатына жетті. Осы медитацияны тыңдаса, Хауана, да, маған жеміс керек емес, маған сол медитацияны тыңдап қойып, адам атаны өзіме ғашық қылып отыра берер едім, дереді. Ал кеттіген сұрақтарға бір қарай. Мен аламын, қанша дейді? Бағасы 26 мың теңге. 3 апта жүреді. Менің жеке қатысуыммен ешқандай почти не жоқ, ешқандай не жалдаған жоқпын бұл жолы. Не дейді, андай сабақ тексеретін адамның не дейді, жетекшілерді тек өзім жүрем. Бұл бірақ менің Астанадағы алғашқы қадам болғандықтан ғана осы баға, Астанадағы алғашқы қадам болғандықтан ғана өзім жүрем. Бұйырса мен команда жинап жатырмын. Алдағы уақытта енді менің жетекшілерім болады, командам болады, сатушыларым болады. Уже бұйырса үлкен кәдімгідей неге айналып келе жатырмыз. Бұйырса Құдайдың жәрдемімен масштабқа шығып, ол кезде Айсараның жеке энергетикасы дәл осы медитациядағыдай интенсивні болмауы мүмкін. Сондықтан или қымбаттауы мүмкін болса да. Сондықтан 26 мың 3 апта бойына күнде
не істейміз, байлансамыз. Так, міне бағасы прикрепленода тұр, Рая Қалтай. 8778 134 82 31 номеріне. Қазір Каспий маған көрінеді. Кім алғашқы 10 адам кап қазір 26 000 теңгеге алып үлгерсе осы марафонға. Біріншісі кетті. Супер. Алып үлгерсе, алғашқы 10 адамға әйелдік энергия медитациясын өзіне мәңгілікке подаркаға берем. Өзіңізге сақталады, бір жабық парақшаға кір, бір ай тыңда болмайды, мәңгі өзіңізбен қалады сол медитация бұйырса. Қандай форматта өтеді? Бұл қандай форматта? Менің тікелей эфирдегі сабақтарым 3 апта бойына бірнеше рет эфирге шығамыз. Пока әлі программасын әлі айтқан жоқ. Командам қазір айтатын шығар. Назия, сіз барсыз ба, маған неге WhatsApp-қа жібере аласыз ба, егер болсаңыз? Нені программасын, Назия? Не бойынша бірнеше рет эфирге шығамыз. Және де сол эфирде медитация жасатамын. Достар, бірге жасаймыз. Қазір жаңа осы эфирде отырып менімен бірге медитация жасаған энергиясы бөлек па? Чем бір записті тыңдап, арасында қол тиген кезде темесе тыңдамай сөйтіп жүрген бөлек па? Қалай ойлайсыздар? Рая Қалтай, мен сізге айттым ғой, міне 8778 жазып алыңыз. 134 82 31. Қараңыз, туу көрінбей тұр деген нәрсе қандай позицияның несі? Күнде неше сағат қалай өтеді марафон? Так, бұлай болады. Тапсырма беріледі, эфир өтеді, тапсырма беріледі. Қазір Назиядан сұрайыншы программасы. Назия, программасы керек. Қандай форматта өтетіні? Білейін. Қазір. Қандай форматта өтеді марафон? Программаны команда ғой дайындап жатқан. Барлығын команда дайындап жатыр. Кеше рилсті да көрдіңіздер. Командамен түсірілген рилстер бөлек болады, сол команда қазір айтады. Жалпы эфирлер өтеді. Эфирдің кезінде сабақ өтеді. Мысалға, жаңағыда ең бірінші, не дедім, программасы бойынша айттым ғой, өкпе реніштер жаралар босату, сол өкпе реніштер бойынша эфир өтеді. Сіздер сосын сұрақ қоясыздар, сол әрқайсыңызға енді бөлек сағатта отырып разборын істемеймін, бір алғашқы сұрақ қойған 3 адамның может разборлаймыз, эфирде медитация жасаймыз сол бойда, ол сақталады. Сосын программалардан негативтерден арыламыз, дуа тіл көзден арыламыз, кстати, кеңістікті тазалаймыз, үй, жұмыс, сана, бәрін, травма деген сияқты. Өз-өзімізді қабылдаймыз, внутренний ребенокты қабылдаймыз, балалық шаққа барамыз, ата-ананың травмасын емдейміз, ата-анаға махаббатқа бөленеміз, өзіміздің қалауларымызды анықтаймыз, тапсырма беремін, прям кәдімгідей ваши детские мечты деген сияқты. Соның бәрін түгендейміз, тексереміз, өзіміздің жаныңызбен үйлесімді өмір сүруді үйренеміз, ішкі дауысты тыңдап, өз-өзімізді таңдауды үйренеміз. Выбор себя. Біреудің көңілі емес, ененің көңілі емес, даже күйеудің көңілі емес, баланың көңілі емес, өзіміздің көңіліміз. Және әйелдік энергия медитациясы алғашқы 10 адамға. Так, мен жібердім. Керемет, жарайсыз. Айтжанова Гүлбаршын. Жазып қоямын сізді қазір. Айтжанова Гүлбаршын, маған жазыңыз. Сізге әйелдік энергия медитациясы сыйлыққа, супер медитация, күйеуіңіз ғашық болып сіздің артыңыздан жүріп бұйырса. Медитациясы. Кеттік. Хорошо. Қайталап жіберіңізші дейді. Давайте, мен сіздерге сұрадым ғой жаңа. Не үшін туу көрінбей жатыр, қолына келмей жатыр? Ол қандай позиция? Ол детская позиция. Мен әлі бөпемін, маған бермей жатыр, көрмей жатыр. Егер сіз ниетіңіз өзгерттіңіз, мана сізге ниетті өзгертуді үйреттім ғой, Рая Қалтай. Ниетіңіз өзгерттім. Мен қазір маған көрінеді. Маған әкеледі Құдай. Мен ақшасын төлей аламын. Мен взрослый, саналы адаммын. Мен өзімнің өміріме жауапкершілікті өзіме аламын деп өзіңізге айтыңыз, ниетіңіз өзгертіңіз, Рая Қалтай, көрінеді сосын берсе. Енді біз эфирді аяқтайық, сағат 12-де бастадық, уже 1,5 сағат болыпты. Маған қазір мен командам ұрсады. Ұрсады қазір командам, неге 1 сағаттан асырдыңыз деп Назия қарап отқан шығар қазір. Сондықтан жайлап эфирді аяқтауға жақындайық. Енді давайте сіздерге сұрақ. Сіздерге сұрақ. Қазір бұйырса сторизге салам, бұйырса осы ертең сториз біткенге дейінгі аралықта кімде-кім осы марафонға алғашқы 10 адам тіркеліп үлгереді, әйелдік энергия медитациясын алады. Үлгермейді, қалады.
мен медитацияға сенбеймін, 5 уақыт намаз оқимын, тазалық, жүрек тыныштығы бәрі намазда. Әрине, ақерке, егер сіз содан шынымен де тыныштық таба алатын болсаңыз, пожалуйста, конечно, ешкім сізге намаз оқыма, тек қана медитация жаса демейді. Бірақ егер сіз намазды да оқып, медитацияны да қатар алып жүретін болсаңыз, сіз көріңізші, просто қызық үшін да, қазір заман сондай бір эксперименттердің, ғылымның заманы ғой. Сіз көріңіз да, сол жасап көріңізші, әрі намаз, әрі медитация. Көресіз, қандай нәтиже жетесіз. Мен өзімді айтатын болсам, достар, мен осы Астанаға келгелі 25 күн қатарынан тоқтамай күнде ақша медитациясын жасадым, өзімнің ақша медитациямда. Нәтиже не болды дейсіздер ғой, достар? Нәтиже 5 жыл іздеген продюсерімді таптым. 5 жыл іздедім, мен сол продюсер, ойлаңызшы, өзі келді маған, өзі жазды. Балама керемет күшті садиктен, жақын жерден, қатты қымбат емес жерден садик табылды. Өзімнің тұратын керемет жерден үй табылды. Және бала шағам, құдайға шүкір, қыздарым неге биыл оқуға тапсырып жатыр, жақсы балдар алып жатыр грантта, ЕНТ-дан. Және одан бөлек тағы да не, қандай өзгеріс? Осы 25 күн ішінде өзгерістер. Жан дүнием тыныштық тауып, состояниемен жұмыс жасап. Кстати, ер балам еркелеу, тентектеу еді, сол мінезі түзеліп жатыр кәдімгідей. Прям адаммен сөйлесетін спокойно неге түсіп келе жатыр. Одан басқа да вообще миллион нәрсе мен қазір есіме түсіп отқан нәрсе. Сондықтан қарым-қатынаста, менің қарым-қатынастарым да жақсы бір жаңа деңгейге шығып жатыр. Сол, достар. Так, давайте мынандай артық адамдар алып тастайық. Енді әркімнің өз пікірі өзінде, сондықтан кешірерсіз, мен сіздің пікіріңізді тыңдау үшін эфир өткізіп жатқан жоқпын. Ал енді ары қарай жалғастырайық. Достар, қазір енді сіздерге сұрақ. Марафонға қатысты қандай сұрақтарыңыз бар? Бірінші, мүмкін марафонға қатысты сұрағыңыз бар шығар. Екінші, медитацияға қатысты, жан тыныштығы, ой тыныштығына қатысты сұрағыңыз бар шығар. Үшінші, мүмкін осы эфирді аяқтамас бұрын алдындағыдай тыныштық медитациясын өткізейік па? Жанымыз тыныштыққа келетін. Әлде бір адамды разбор жасайын ба? Давайте дауыс берейік. Бір адамды примерно 10 минуттың ішінде разбор жасап тастайық. Сонымен эфирімізді аяқтаймыз. Эфирді сақтаңызшы деп жатыр. Білмеймін, енді командаға байланысты. Команда қалай дейді, мүмкін ютубқа сақтаймын. Так. Сабақ болады. Аха. Все. Телеграм каналда өтеді екен, достар. Нелер, эфирлер барлығы, сабақтар. Маған разбор жасап беріңізші. Хорошо. Онда мына жерге разбор сұрап жатыр. Давайте онда медитацияны алдында жасадық. Соңғы онда эфирдің қорытындысы ретінде разбор жасайық, сонымен аяқтаймыз 10 минут. Мына жерге плюс деген жерге баса қойыңыздар. Мен не істеймін деп та. Мен тіркелем деп. Плюс деген жерге баса қойыңыздар, сосын мен сізді қабылдаймын. Не ғой, разбор жасағанда бірақ сіздің түрлеріңіз көрінеді. Проблемаңызды ұялмай айтуыңызға тура келеді. Проблемаңызды ұялмай айтыңыз. Зодиакты қалай білесіз дейді. Маған да разбор дейді. Сабақтың ішінде миссия, нумерология бәрі бар ма дейді. Сабақтың ішінде нумерология жоқ, себебі мен нумеролог емеспін. Астрология енді былай жеке неңізді ашып берем деп айта алмаймын, себебі жерде қыруар адам, оның бәріне ашып беру мүмкін емес. Бірақ миссияны анықтайсыз. Яғни осы сабақтың нәтижесінде жаңа мен деген сіз энергияңызды ашасыз, жаңағы бүкіл негатив энергиядан құтыласыз, дуадан тазарасыз, жеңілдейсіз, кеңістігіңіз, айналаңыз бәрі, ойыңыз, санаңыз бәрі жеңілдейді. Шынымен де сізге не керек екенін түсінесіз. Өзіңіздің шын қалауларыңызды түсінесіз. Мына қазір әркім ананы көріп, біресе мынаны көріп, мынау миссиям шығар деп жүреді ғой адамдар. Вот солардың ішінен шынымен де өз миссияңызды тауып кетесіз. Шынымен де өзіңіздің немен айналысатыныңызды тауып кетесіз осы марафонның аяғында. Түсіндіңіз бе? Егер сіздер қазір осы номерге 26 000 теңге, хотя бы бір брондап қойға болады, 5 000 теңгеге, пожалуйста. 5 000 теңгеге брондап қоятын болсаңыз, сізге әйелдік энергия медитациясын сақтап қоямын. Алғашқы тіркелген 10 адамға әйелдік энергия деген мощный медитациямды, соны тыңдап алып, күйеуі ғашық болып, жігіттер ғашық болып жүрген, бала туған келіншектер, климаксы кеткен келіншектер өте көп. Сол медитацияны сыйға берем алғашқы 10 адамға. Алғашқы 10 адамға. Түсіндік па? Ал кеттік онда. Бісміллә деп. Давайте. Айкош. Роза маған жазыңыз. Так, мен жазып алайын. Роза.
жазыңыз, сізге жіберемін барлық сабақты. Ал кеттік, эфирге қосыламыз. Айкоша, қайдасыз? Давай тездетейік, эфир разбор жасап тастайық, сонымен аяқтаймыз. Айкоша, өзіңіз көрсетсеңіз. Қалайсыз? Сәлеметсіз бе? Айгүл, сізді постоянно көріп тұрам. Мен де подписчиктердің қатарында. Қалайсыз, жақсыз ба? Өте қуаныштымын. Давайте сұраңыз. Мен сізге сосын сұрақтар қоям. И проблема қаяқтан қалай шешуге болады? Айтамын. Мен де сұрақшы. Проблема көп қой. Ең кәдімгі қатты мазалап тұрғаны. Ең қатты мазалап тұрғаны өз-өзін таппай жүрген адаммын. Миссиямды деген сияқты. Сізді постоянно көріп отырам. Өзімнің немен айналысқым келетінін әлі онша түсінбеймін. Қашаннан бастап өзіңізді іздей бастадыңыз? Мен де сізді көргеннен бері шығар. 2020 жылдары ғой шамамен. 2021-де көрдім ау деймін сізді. Жалпы 2020 жылдан бастап жердің вибрациясы өзгерді. Ол жерде адамдар өзін іздей бастады. Сатурн балыққа өтті. И Сатурн балыққа өткен кезде адамдардың профессиональный несі өзгереді. Барлық, қазір қарап өтпасаңыз, әлемде барлық адам профессиясын өзгертіп жатыр. Барлығы. Немесе өзінің негізгі профессиясына қосымша профессия алып жатыр. Почти өзгертіп жатпаған адам жоқ. Сондықтан сіздікі өте дұрыс. Молодец. Іздеу керек, ұрыну керек, соғылу керек, ананда көру керек, мынанда көру керек. Сіз қандай сфераларды көрдіңіз? Қайсысы жүрегіңізге больше отклик бар? Қайсында? Менше шынымды айтайын ба сізге. Жылда босану менше, мен босанумен қолым тимей жатыр. Әлі ешқандай мамандық, ешқандай жұмыс жасап көрмедім. Бірақ бір нәрсе істегім келеді, жылжығым келеді, не болады да, ұмтылыс болады. Бірақ көтеріп қоямын, токсикоз, босанып алайын енді осыны деп жүрген. Уже 4-сін туайын деп жатырмын. Құдай қаласа. Сіз ең ұлы миссияда екеніңізді білесіз ғой, да? Ең ұлы миссия. Бұл адамзаттың ішінде ең ұлы миссия. Баланы дүниеге әкеліп, тәрбиелеп, оны адам қылу. Басқа одан артық миссия жоқ шын мәнінде. И сіз соны қабылдай алмайсыз ба? Басқа адамдар көресіз, жарысасыз ба? Жоқ, негізінде ол да бар шығар. Просто осыны босансам мен демаламын, өз-өзіме қараймын, өзіммен айналсам деймін да, бірақ қайтып көтеріп қоямын. Сіз қайтадан сол неге түсем. Баланы көтеріп қойғанда сонда оны қалай айтсам, қалаусыз көтеріп қойғансыз, өзіне өзі болып кетіп жатыр ма, или қалай? Или бар ма ойда жалпы? Ойыңызда бір 6 бала тусам, бір 7-10 бала тусам деген ой бар ма еді жалпы? Негізі бұрыннан өзім армандайтын көп балалы ана болды. Бірақ іштей түп санамда болған шығар, мен туа бергім келеді деген да. Бірақ шын мәніне келгенде мынау кейде жетіспей қалушылық бар. Сондай бір жағдайлар болады ғой, бір балаға дұрыс көңіл бөле алмай қалатын сондай кездерде. Жоқ, осыдан кейін демаламын. Біраз демалып, сосын барып туым керек деген ой келеді да. Бірақ түп санамда туа берем, пытырлатып, көп балалы ана болам деген ой шығар деп ойлаймын. Балалы ана болам деген ой біреуге қарағаннан кейін пайда болды ма? Біреуге қызыққаннан кейін, әлде шынымен өзіңіздің саналы түрде таңдауыңыз ба? Жоқ, өзімнің нем болатын. Өйткені мен біраз уақыт көтере алмай, сондай кездер өтті да басымнан. И сол кезде армандап ойлайтын, осыдан Алла тағала маған бір бала берсе, или осы құрсағыма бала біту деген бақыт берілетін болса, мен одан кейін отказ жасамаймын, көп балалы ана боламын деп айтатын едім. Өзім негізі адамдар көбінесе негізі тілден өздері қағынады ғой, өздері басына тілеп алады, тілмен да. Бірақ оны кейін уақыт өте келе айнып қалуы мүмкін деген сияқты ғой. Енді қазір, осы қазір деймін да, қазір. Шынымен де өзіңіздің ішіңізге үңіліп қарадыңыз ба? Чего вы хотите? Шын қоғам емес, күйеу емес, ене емес, әке-шеше емес. Или баяғы Ақтілек па атыңыз? Айкүміс. Баяғы Айкүміс емес. Қазіргі Айкүміс нені қалайды деп ойланып көрдіңіз ба? Шын отырып, қатарынан тыныштықта медитация жасап, ғибадат жасап, өзіңізбен өзіңіз қалып оңаша ойланып көрдіңіз ба? Кейде ойланам, бірақ кейде бәрібір мақсатты түрде. Жоқ.
Онда сізге тапсырма Мгм. бүгіннен бастап. Кәдімгідей 30 күн бойына, бүгін бұйырса мен инстаграмда челлендж бастаймын, 30 күндік медитация. Әркім әртүрлі не алады, ниет алады, запрос алады. Біреу ақша, біреу өзімнің состоянием, біреу бала, әйтеуір әркім әртүрлі. Мгм. И сол жерде сізде өзіңізге челлендж алыңыз. 30 күн бойына. Менің ана парақшамда, ютубымда тыныштық медитациясы деген бар. Соны қойып Иә, қоясыз ба? ютубыңызға тіркеліп алдым. Иә, сол ютубта соны қойып қоясыз ба? Мүмкін оны тағы әдемі қылып, профессионально қылып жазамын ба, потому что музыканың дауысы қатты болып кетті, көремін. Әйтеуір әдемі күшті бір тыныштық медитациясын не істеп берсем, сол ютубқа жазып берсем де, әдемі қылып бәрі бүкіл халық тыңдасын. И соны тыңдап 30 күн бойына тек күнде соны тыңдайсыз да, өзіңіздің ішкі әлеміңізге үңіліп, маған шын не керек болды, осы сұрақтың жауабы керек маған болды деп кәдімгі запрос қойып 30 күн медитация жасауға дайынсыз ба? Зато сіз шын жауабыңызды аласыз осыдан кейін, не керек сізге, қалай ойлайсыз? Бірақ оған жігер керек, конечно. Уәдені бергеннен кейін мен сізден сұраймын оны. Иә, сол уәде беруге не істеп тұрмын. Кішкентайларым бар ғой, үшеуі бар ғой, кішкентайларым ше. Тыныштықта қалу деген қазір шынымды айтсам арман болып жүр ғой маған. 10 минут ол. 10 минут. Медитация 10 минут. Болады, иә, жасаймын. Сіз мысалға күнде таңертең нешеде тұрасыз? 8:30-да тұрамын. 8-де тұра аласыз ба бүгіннен бастап? Ертеңнен бастап? Тұра аламын. Иә? 8-де тұрасыз, дым істемейсіз. Даже беті қол жумауға да болады. Потому что қазір беті қол жуам дейсің, ойбай тісім дейсің, ойбай шай ішіп алайын дейсің, кетіп қаласыз. Ештеме істемейсіз, тез құлағыңа наушник тағасың да, тек жаңа тыныштық медитация болды. Болады. Мүмкіндігінше ұйықтамай жасау керек, отырып былай. Егер тіпті шаршап жатсаңыз, арасында күндіз ұйықтап баратқанда да тыңдап жата беріңіз, санаңызға сіңе береді. Артық ойлар бәрі кетіп, альфа состояниедан дельтаға түседі миыңыз. Иә. Дельтаға түскенде шын жауаптар келеді. Хорошо? Енді одан да оңай жолы бар. Ол мен марафонға қатысып, 3 апта бойына шынымен сіздің қалауыңыз не екенін анықтауға болады. Ол жерде уже менің жетекшілігім, маған сұрақ қоясыз. Ойбай, мені осы мазалап жатыр, осы неден дейсіз? Мен сізге так мынаны көріңіз деп тапсырма, ананы көріңіз деп тапсырма беремін. Сөйтіп тапсырмалар жайлап, оңай тапсырмалар, енді қатты қиын емес. Ана медитацияны жаса 5 минут, мына медитацияны жаса 5 минут, мына чакраны тазала 3 минут, мына чакраны тазала 2 минут деп, бәрі бөлініп тұрады, арнайы да. И сіз тек қана соны жасайсыз, болды. Мынандай жұмыс жасамайсыз, ойбай, үйді тазала деген. Міне тек 5 минуттық не беремін сізге тапсырма. Болды. И сіз сол арқылы уже жайлап, шынымен де сізге не керек екенін, шынымен де қалауыңыз не екенін, и миссияңыз не екенін білсеңіз керек болса. Сіздің бұрынғы неңізді алғам, чакра тазалау неңізді. Ішінде медитациялар бар. Иә, солардан қазіргі неңіз басқаша ма, или сол бұрынғы қашан алдыңыз? Соңғы рет. 2 жыл болып қалды. Жоқ, қазір вообще басқа. Бүкіл программа өзгерді. Қосылды, көп зат қосылды, өте качественный проработкалар, өзіме жасаған проработкаларым. Соның нәтижесінде үй алдым, балалы болдық, көштік, Астана көштік, өзім іздеген командамды тауып жатырмын. Шүкір, керемет вообще. Подписчиктер қай жағынан, профессиональный жағынан, жеке өмір жағынан, денсаулық жағынан, бала шаға жағынан барлығы жайлап реттеліп жатыр. Сол өзім жасаған заттарымды жұртқа үйретіп жатырмын да, түсініңіз. Өзімнің ұрылып, соғылып, қателіктерге анаға, мынаған жылап, еңіреп, талқан болып, бірақ енді басқа адамдар талқан болмасайшы, оңай жолын көрсетіп қояйыншы деп разработка жасаған бұл марафоным. Еще плюс командамен қазір. Қасымда продюсерлерім бар, рилсмейкерлерім бар, шүкір. Сондықтан бұл уже кәдімгі качественный жұмыс болады. Бар болған 26 мың теңге, бүгін қазір 5 мың теңге брондап қойсаңыз болады, менде номер тұр. Әйелдік энергия медитациясын тегін подаркаға аласыз. Енді ол жерде тумайым десеңіз тумауға болады. Просто күйеуімнің махаббаты, күйеуім менің балдарыма көмектессе, күйеуім маған подарка берсе деген запросты бересіз уже. Күйеуден бұрын мен өзім негізі. Өзіңізден болып тұр ма бәрі? Бәрі бәле. Онда оңай. Өзіммен жұмыс жасағым келіп тұр. Онда оңай. Оның жарасы жеңіл. Бірақ сізге бірінші тапсырма бүгіннен бастап челлендж алып, уәде беріп, енді қазір бала позициясынан шығып, мен балдарым кішкентай, мен шыға алмаймын, жасай алмаймын, істей алмаймын, Айсара ханым 30 күнде қиын маған демей, жауапкершілікті арқалап,
жұрттың алдында, міне 40 адам алдында уәде беруге дайынсыздар. Иә. Бүгіннен бастап мен 30 күн бойына өзімнің жан тыныштығыма әкелетін, шын қалауларымды таптыратын тыныштық медитациясын, немесе кез келген бір медитацияны 30 күн бойы үзбей жасауға уәде беремін. Уәде беремін. Давайте, өз сөзіңізді айтыңыз. Қысқа да нұсқа айта беріңіз. Бүгіннен бастап уәде беремін 30 күн, иә, 30 күн. Азанда ерте тұра алмаған жағдайда, если түнде ұйықтар алдында жасауға уәде беремін. Давай, жүрегіңізге қойып қойып, уәде бер. Хорошо, онда қабылданды. Бұйырса 30 күннен кейін мүмкін эфирге шығып бөлісесіз. Сізде ол медитация қазір неде ма? Ютубта тұр. Ютубта. Пока. Тыныштық медитациясы көрдім, бірақ ашып көрмедім мен. Профессионально дұрыс дауыспен жазғым келеді жалпы оны. Мүмкін сол YouTube жазып атсам, мүмкіндігім болып атса, соны YouTube-қа салып қоярмын да. Иә, сол жақтан. Тек қана ішінде, ананың ішінде просто медитацияға кіріспе бәрі бар да, 30 минут. Ана тек қана 10 минут, 10 минуттан тұратын медитация салып қойсам, сізге оңай болады шығар. Хорошо? Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Рахмет келгеніңізге эфирге. Өшіре қойыңыз сіз, X-ті басасыз. Ал достар, осымен эфирді аяқтаймыз. Бәріңізге көп-көп рахмет. Егер мүмкіндік болса, команда рұқсат берсе сақтаймыз, және мүмкін YouTube-қа салып қоямыз. Осындай эфирлер ұнады ма? Соңғы рет бір сұрақтарға бір қарап жіберейік, сосын аяқтаймыз. Мына кісі өзі не хочет медитацияға уақыт таба алмау, таңғалып отырмын, какой-то бір сағат өзіне таппау қалай ол. Енді қараңыз, біз қазір өзіміздің состояниемыздан не істейміз, бірақ кейбір адамдар болады, оның әбден несі болуы мүмкін, оның күйеуі мазасы болуы мүмкін, я баласы жылауық шығарды. Сондықтан достар, бүгіннен бастап давайте біреудің состояниесіне баға бермейік, ешкімнің состояниесіне баға бермейік, потому что ол Құдай сақтасын асыл қалып келеді бірте-бірте. Сосын Алла тағала өкінішке қарай сөйтіп ойласаң, сені дәл сондай состояние салып қояды. Так, жан қалауындағы тыныштық медитациясының ссылкасын жіберсеңіз дейді, күшті екен, рахмет дейді. Мен 5000 теңге төледім, 10-қа кірдім бе? Я, кірдіңіз деп ойлаймын, алғашқы бір алтылықта сияқтысыз, я жиі эфирге шығып тұрсаңыз дейді, ұнап қалды дейді. Айтпақшы, Лаура, сіз бұрын алдыңғы марафонға қатыстыңыз, сізге сол марафонға қатысушы ретінде, өткен марафонға қатысушы ретінде 26 мың емес, сізге 20 мың теңге. Бұрынғы марафонға қатысқандар, өткен марафонға 20 мың теңге болады сіздерге. Алақай. Қазіргі уақытта ондай ақшаға мынандай білімдер мен ілімдерді, мынандай медитация, мынандай чакра тазалауларды ешкім өкінішке қарай бермейді. Бірақ сіз қазір осы бағада, осындай мүмкіндікте, осындай энергетикада алып қалсаңыздар, және әйелдік энергия медитациясын қосып алатын болсаңыздар, ұшасыз бұйырса. Ал аман болайық. Бәрі рахмет айтып жатыр. Көріскенше.